қазір маған бәрі бірдей адам да, андай барлығы қарапайым, ол мен сияқты кейбір кезде сенімсіз. Оксфорд мен үшін ол оксимиронның оққан жері. Менің ойымша Назарбаев университетінде оқыған кішкене қиынырақ. Себебі Америкада жоғары білім саласы ол бизнес. Иностранец мұғалімдер, үлкен кампус, бәрі почти тегін, сонда өзің ішінен ойлайсың, а мен точно этого достоин деп. Өзім оқушыларымды қатты жақсы көремін. Баршаңызға жалынды сәлем. Байланыста аялдама подкасты сіздермен бірге НС Эламни, Назарбаев зияткерлік мектептерінің түлектерінің қауымдастығы, және бүгін бізбен бірге екі тамаша кісі. Бірінші ол бізде Араб Аяжан ханым. Ол бізде Назарбаев зияткерлік мектебінің, яғни дәлірек айтсақ Астана қаласындағы мектебінің түлегі болып табылады. Дәл қазір Ниш Астанада өзі жұмыс істеп келеді. 3,5 жыл бойы Кореяда Пусан университетін үздік аяқтап, жақсы бітіріп, қазіргі кезде елдің келешегін тәрбиелеп жатыр деп айтсақ та болатын шығар. Ал екінші кісі бізде ол Меруерт ханым. Меруерт бізде жалпы Ниш Ақтауды бітіріп, содан кейін Назарбаев университетке түсіп, бакалаврға, сосын Шырмауық лигасына кіретін ЮПЕН университетінің түлегі, магистр деңгейі, және жуырда бүкіл елді таңғалдырып, бүкіл елді қуантып, бүкіл бәріміз қуанған едік, ол докторантураға Оксфордқа түскен еді. Сондықтан бүгін бізде осындай тамаша екі кісі отыр. Шапалақтап қоюға болады. Окей, алдымен өздеріңіз туралы айта кетсеңіздер, керек ақпаратты, все, что считаете нужным, расскажите про себя, что, как, про свою историю можете. Сәлеметсіздер ме, менің есімім Аяжан. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінің 2019 жылғы түлегімін. Және қазіргі таңда Омар айтып кеткендей, сол өзім бітірген мектепте профориентатор болып жұмыс жасаймын. Сол Пусан ұлттық университетінде оқыдым. Қазір Назарбаев университетінде магистратура 1-ші курс бітірдім. Және қазір жұмыста біз профориентатор болғандықтан болашақ түлектермен көп жұмыс жасаймыз. Осы жылы көп түлек бітірді. Ништің тарихында болмаған сан оқушы бітірді. Ол 243 оқушы. Және олар көпсі әлемнің үздік университеттеріне түсіп, болашақта көп жетістіктерге жетеді деген ойдамын. Ал мен есімім Меруерт болады. Өзім туралы айтатын болсам, мен Назарбаев зияткерлік мектебін Ақтау қаласындағы химия биология бағытындағы мектепті аяқтадым. Оған дейін орта мектепте оқыған болатынмын. Одан кейін Дарында оқыдым. 9 сыныпта Назарбаев зияткерлік мектебіне түскенмін. Негізі біздің Ақтау қаласындағы мектеп және Петропавлда және Алматы ХБН соңғы ашылған Назарбаев зияткерлік мектептер болатын. Сондықтан да сондай мүмкіндік туып, Назарбаев зияткерлік мектебінің қауымына, ұжымына қосылғаныма өте қуаныштымын. Өзім Ақтау қаласының тумасымын. Өзімнің бакалавриатымды Назарбаев университетінде аяқтадым. Содан кейін бірден магистратураға Пенсильвания университетіне, ол Америка құрама штатында әдемі, керемет, тарихи Филадельфия деген қалада орналасқан. Біздің кампусы да әдемі университеттің. Содан кейін Пенсильвания университетінде оқып жүріп, 2-ші курста докторантураға түсемін деп өзіме мақсат қойып, университетке бердім. Сол университеттің есімі Оксфорд университеті. Ол енді Америка емес, ол керісінше Англиядағы Оксфорд қаласындағы Оксфорд университетіне түскен болатым. Менің оқып жатқан мамандығым жоғары білімді басқару, мысалға білім салалары өздері бөлінеді. K-12 деп бөлінеді, орта мектеп, және мысалға early childhood education деп бөлінеді, learning science technologies, neuroscience, neuropsychology деп бөліне береді білім саласы. Менікі көбінесе higher және international education, яғни жоғары және халықаралық білімді дамыту саласы. Солай өзімді де сіздер сияқты білім саласына арнап жатырмын. Сондықтан да өзіміздің құндылықтарымыз ортақ екеніне өте қуаныштымын. Өзімде жақында Ақтау қаласына барып келдім. Өзімнің негізі Ақтау қаласынан сол 4 жылдан кейін барып тұрғаным болды. Зияткерлік мектебіне өте жақсы жетістіктермен барған ерекше сезім екен. Андай үміттерін ақтағандай сезім болды. Барған кезде үміттерін ақтағандай, мұғалімдерді көріп, оларды қуанып жатыр да, рахмет, керемет деп та біздің еңбегіміздің ақталып жатқаны деп. Сондықтан тағы да зияткерлік мектептерінің түлектерін көрген, олармен бірге қуанышты бөліскен мен үшін өте керемет сәт болды. Сонда сіздің екеуіңіз де кәдімгідей білім беру саласындағы болашақ мамандар деп айтуға болады. Иә. Қалай ойлайсыздар? Жалпы Қазақстандағы білім беру саласына баға бере аласыздар ма? Қалай дамып жатыр ол бізде? Елдің болашағы
жақсы қолда ма әлде жоқ па? Егер мен айтатын болсам, мысалға, енді сіз Кореяда оқып, сол перспектива айтатын болсаңыз, мен Американың перспективасын айтсам, бізде қазір оқушылардың ағылшын деңгейлері өте керемет дамып жатыр. Және шынымды айтсам, қазіргі оқушылар өте білімді. Өте білімді. Мысалға, біздің кезде мысалға IELTS, IELTS-тың өзін біз 7-ге енді алып жатқан кезде, қазіргілер бір рет қана IELTS, яғни халықаралық ағылшын деңгейін дәлелдейтін экзаменді тапсырып, бірден 8 алып жатады. Ол ауыз толтырып айтарлықтай өте үлкен мақтаныш. Сондықтан да ертең менің ойымша халықаралық тілді біледі, бірнеше тілді үйреніп жатыр біздің оқушылар. Орта мектепте оқитын оқушылардың барлығы да қазір енді интернет, барлығы ChatGPT деген әртүрлі ресурстарды қолданып, өздігінен өздері үйрене алатын деңгейге жеткен. Сондықтан да оқушылардың дисциплинасы да мықты, деңгейлері де мықты, өте бәсекелестікке қабілетті интеллектуалды орта қалыптасып жатыр. Сондықтан да менің тек қана позитивті, жағымды ғана үмітім бар Қазақстанның болашағына және білім жүйесіне. Тамаша. Сіз қалай ойлайсыз, Ержан? Мен де сізбен толығымен келісемін. Негізі мен өзім сол оқушылардың арасында жүргендіктен мен өзім қатты таң қалам, не деген ақыл деп. Оқушылардың мотивациясы өте жоғары, және де олар мүмкіндікті тек мектептен ғана емес, басқа сыртқы ресурстардан да іздейтін болған. Сіз жаңа айтқандай, біз мектеп бітірген кезде сол IELTS 7,5 алғанға қатты қуанатын едік. Қазір оқушылар 8,5, 9 алып жатады. Өте мақтанарлық нәрсе деп ойлаймын. Және де қазір нетворк системасы өте жақсы дамыған сияқты оқушылардың арасында. Өйткені ништардың арасында да оқушылар бір-бірімен қатты жақсы араласады. Ол өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені ол болашақ дамуға көп жақсы әсерін тигізеді. Және білім саласы бізде қарқынды дамып жатыр. Ол факт. Негізі көп ресурстар бөлініп жатыр мемлекеттік қаржыдан. Және де көп нәрселер жақсы жаққа қарай өзгеріп жатыр. Басқа мемлекеттерден де көп жақсы нәрселер алып келініп жатыр. Жуырда сіздің бір оқушыңыз әлемнің ең үздік университеттерінің бірі болып саналатын MIT университетіне түсті деп естідік. Сол туралы айта кетсеңіз. Бізде осы жылы мектепте ништар арасында өте жақсы результат. Ништар арасында бізде 2 оқушы Колумбия университетіне түсті. Біздің мектептен бір оқушы MIT-ға полный грантқа түсті. Сол UPenn-ге түсті бір оқушымыз. Және Браун деген университетке түсті. Негізі ол оқушылардың жетістігі деп ойлаймын. Біріншіден олар өте еңбекқор. Және де қазір международный олимпиада деген бар, ICO деген, физикадан, химиядан, математикадан, сол международный олимпиададан бірінші орын алған оқушылар бар біздің мектепте. Ол еңбектің көрсететін деңгейін, оқушылардың және мұғалімдердің деңгейін көрсетеді деп ойлаймын. Сонда балалар осы олимпиаданы тапсырып, содан соң өз заявкаларын кәдімгідей университетке тапсырады, дұрыс па? Олимпиадалар, жобалар көп жасайды балалар, тек мектеп емес, международный, әлемдік деңгейдегі жобалар жасайды Қазақстанның оқушылары. Сонда олардың оқуларын сол университеттің өзі төлейді. Біздің ел емес, университеттің өздері. Жылына $100,000 университет өзі төлейді. Олардың онда мақсаты неде сол университеттердің? Не үшін төлейді олар? Ол университеттер өте ақылды адамдарды өзіне жинақысы келеді. Өйткені ол ақылды адамдар кейін университеттің дәрежесін көрсететін адамдар болады. Ол репутацияға әсер етеді біріншіден, екіншіден сондай ақылды адамдар көп өзгерістерді алып келе алады университеттен кейін. Краткосрочный емес, долгосрочный срокты алсақ, ол оқушылар, мысалы, мүмкін болашақта әлем ойламаған проблемаларды шеше алатын оқушылар. Жаңа ашылымдар болып, немесе бір дәріні ойлап тапса, ол енді біздің университеттің атағы өтеледі. Және ол тек Қазақстан емес, әлемге өте жақсы әсер етеді. Және мен қосып кететін болсам, мысалға мен Америкада оқыған кезде, Америкада diversity деген, әртүрлілік деген ұғым бар. Яғни, мысалға, оқушылар, ақылды әр түрлі елден келген оқушылар келсе, сен сондай ортадағы адамдармен оқисың. Және, мысалға, Америкада біз ойлаймыз ғой, мысалға, Қазақстан тек Қазақстан студенттерін ғана қаржыландырады. Әр ел өзінің, мысалға, сондай кейбір адамдарды ұғым бар, әр ел өзінің ғана оқушыларына қаржыландыру керек, өзінің оқушыларына ғана грант беру керек дегенде, мысалы, бірақ Америкада керісінше Америка әлемдік, өзің айтып кеткенде, әлемдік көшбасшыларды дайындағысы келеді. Мысалға, өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, мысалға, Африкада да енді дамып келе жатқан, мысалға,
там low income country деп атайды. Яғни сондай елдерді әлі дамымай жатыр. Американың өзі де сол елдерге өздерінің эксперттерін шақырып оқытып жатыр. Оны инсайдер, аутсайдер, олар аутсайдер, яғни сырттан келіп, Американың эксперттері сырттан келген аутсайдерлер болып солай көмектесіп жатыр. Ал оларға сол мысалға ортадан келген, мысалға Африканың белгілі бір, мысалға бір Гананың бір оқушысы инсайдер, сол ортада өскен, ортаны құндылықтарын сіңірген, және шетелде білім алып, қайта еліне оралып, ішінен инсайдер болып, яғни culturally responsive деп атайды, яғни культуралық құндылықтарды білетін, ұлттық құндылықтарын, сол жердің локальды ерекшеліктерін білетін адам барып дұрыс дамытқаны сол адамның дұрыс деп ойлайды. Сондықтан да олар керісінше андай әлемдік көшбасшыларға келген кезде оларда жоқ тек қана өз американдық студенттерді ғана қаржыландырамыз деген ой оларда мүлде жоқ. Маған мысалға сондай ерекшелік ұнады да Американың. Олар мысалға ақшаға келген кезде жоқ приоритетте біздің өзіміздің американдық студенттер тұрсын деген ондай оларда болмайды. Керісінше егер сен білімді болсаң, ақылды болсаң, және өзің ертең өзімнің елімді дамытам, өзімнің артымнан келген ұрпаққа үлгі болам деп белгілі бір нақты, енді былай жалпылама емес, бір нақты мақсатың болса, олар саған төлейтін қаржыны аямай береді. Сонда сіз осы Назарбаев университетінде бакалаврды бітіргеннен соң кәдімгідей тоже документтерді тапсырып ЮПН-ге түстіңіз. ЮПН-ге түстім. Сол университеттің ақшасының өзіне? Маған университет Dean Scholarship және Academic Merit Scholarship берді. Декан Scholarship алу қиын, бірақ қазір өкінішке орай енді шын айта беретін болсам, өкінішке орай қазір декан стипендиясын алып тастады. Себебі жаңа администрация келді, және ол мысалға Пенсильвания университетінен 400 миллион ақшаны қатырып тастады, Гарвардтан да қатырып тастады, MIT, Джордж Хопкинстен қатырып жатыр. Сондықтан да қазір енді оқу ордалары өздерінің финанстық қабілеттерін қайта қарастырып, кейбір нәрселерді өзгертіп жатыр. Сондықтан да бірақ менің кезімде декан стипендиясы болды. Иә, мен оқып дәл үлгердім. Барлық менің достарым, өзім де айтамын ғой, мен өзімнің магистратурамды 2 жыл магистратурамды дәл уақытында бітіріппін дедім ғой. Оксфордта тоже солай? Оксфордта мысалға докторантура ол ғылыми жоба. Яғни сіз негізі докторантура ол 4 жыл сіз ғылыми көмекші, яғни scholar да, research scholar болып жасайсыз, яғни ол жұмыс ретінде көрінеді. Сіз жұмыс жасайсыз, сізге сол жұмысқа ақша береді, ол ақшаны tuition fee coverage-ге жұмсайды, біздің ғылыми жетекшілер, және living expense ретінде зарплата беріп тұрады. Сондықтан да докторантураға келген кезде ол маған сұрайды ғой, докторантурада қалай финансирование жасайды дегенде, ол сіз ғылыми көмекші research assistant болып жасайсыз. Ал магистратураға келгенде graduate assistant деген бар, тоже research assistant, teaching assistant. Ал докторантураға келгенде сіз teaching assistant боласыз, research assistant боласыз, сізге зарплата төлейді, зарплата tuition fee-ге кетеді, және living expense-ге сол ғылыми жетекшілер зарплата төлеп тұрады. Түсінікті. Жалпы мамандықтан басқа сіздерді біріктіретін зат ол білім. Яғни білім дегенде сіздердің екеуіңіз де Қазақстаннан алыс мыңдаған километрде орналасқан қалаларда, елдерде білім алған едіңіз. Әлемнің үздік университеттерінде алдыңыз деп айтсам қателеспес едім. Жалпы сіз Пусан университетін бітірдіңіз. Қателеспесем, GPA-ңіз өте жоғары еді. Жалпы елден алыс тұрған басқа елдің культурасының қоршауында оқу қалай еді жалпы сізге? Негізі мен үшін ол өте көп тәжірибе берді. Негізі басында мен мектеп бітірген кезде 18 жаста едім. 18 жасар оқушыны шетелге жіберу, әрине ол ата-анама да ол үлкен риск болды деп айтсам болады. Олар қатты уайымдады. Алайда мен бірінші семестр қатты қиналдым. Үйді сағынып, тамақты сағынып, өйткені Кореяда свинина жейді адамдар. И мен ондай ортада өспеген кейін қатты қиналдым. Алайда мен көп нәрсе үйрендім. Ең бірінші ол жауапкершілік. Мен барлық нәрсені өз мойныма алдым. Әрбір іс-әрекетіме мен түсіндім, өзім жауап беретіме. Егер мысалы бір нәрсе құртып қойсам, жанымда ата-анам жоқ, өзім жауап берем. Бірінші ол жауапкершілік, екіншіден ол финансовая грамотность деп аталады, қаржылық сауаттылық, қалай ақшаны дұрыс қолдану керек. Соны үйрендім. Өйткені
қайтадан жанымда ата-анам жоқ, сол себепті сапалы оқудан бөлек мен сонымен қатар жұмыс жасау керек болдым. Және де сол кәрістердің мәдениеті, олар өте еңбекқор. Қашан кітапханаға барсам, олар әрдайым сабақ оқып отыратын. Сол себепті маған олар көп мотивация берді, және де мені шабыттандырды. Солардың арқасында мен алдыма қойған мақсатқа жету үшін көп еңбектену керек екенімді түсіндім. Және мен Кореяда оқығаныма өте қатты қуаныштымын. Әрине өзінің қиын сәттері де болды, бірақ мен өзіммен көп жұмыс жасадым. Ішкі қауіпіммен қатты көп жұмыс жасадым, және де көп нәрсе үйрендім. Және ол білімді мен кейін өмір бойы қолдана алатын тәжірибе алдым деп айта аламын. Мен толықтай келісемін. Мысалға мен енді 4 жыл Назарбаев университетінде өзің білетіндей, мысалға Омар, сен Назарбаев университетінде оқып жатырсың, ол өте бабл да, сондай позер да, барлығы андай комфорт зонасы ғой. Назарбаев университеті жатақхана арзан, барлығы андай аяқ басатын жерде, қол жетімді, бір нәрсе керек па, жастарыңызға барсаң, ол да универде, тамақ ресторанға барам ба, олар университетте, барлығы да қол жетімді. Мен Америкаға түскеннен кейін жалғыз өзім, Америкада қазақтар, именно Пенсильвания университетте қазақтар өте аз. Мысалға мен өз кохортымда бір ғана қазақ болдым. Мен келген кезде мысалға өзім үй іздедім. Мен ешқашанда мысалға енді налог деген, такс деген, Америкада ол қатты да системасы да, такс деген, налог деген бар. Шетелдік студенттер F1 визамен, F1 визаның өзінің сервис статусы бар, бірнеше талаптары бар. Яғни мен андай сондай ортаға лақтырып жібергендей болды. Өте қиын болды басында. Мысалға мен жалғыз өзім, мысалға әйел адам болсаң да кішкене қорқынышты ғой, өзім барып үй іздедім, үйлерге кіріп, тексеріп дегендей. Және Филадельфия ол статистика бойынша, Нью-Йорк, Филадельфия және Мэриленд ол Америкадағы ең қауіпті қалалардың бірі. Біздің кампус өте прям сейф, яғни өте прям безопасно, бірақ та қалаға келетін болсақ көп айтады ғой Америкада, және қару-жарақ ол легальны. Ойлап қарасаңыз, мен көп зерттегенмін ол туралы, неге қару-жарақ легальны деп ол көп айтады, өзіңді өзің қорғау үшін. Сондықтан да оны адамдар кейбір басқа дұрыс емес мақсаттарда қолданып жатқандар бар. Сондықтан кішкене қорқынышты болды. Сондықтан да мен қазір ештеңеден қорықпаймын деймін ғой. Қазір мен айтамын ғой, ой, маған жақтаған нәрсе ол ештеңе емес. Мен деген Америкада жалғыз өзім үй іздегем деп сөйтіп айтамын. Сондай кішкене қорқынышты этаптан өттім. Яғни сол нәрсе маған дисциплинаны үйретті, үлкен жауапкершілікті үйретті. Мысалға қазір кез келген документ болса, документтерді легальды түрде барлығын оқу, өте тиянақты, білімді, сауатты жазу дегендей де, сауатты оқи білу, барлық детальдердің барлығы ол Америкада өте рөл ойнайды. Содан кейін әрине адамдармен сөйлесе білуді де үйрендім. Мысалға мен бір жағынан ойлаймыз ғой, топ универге түссе, топ универге түскеннен кейін болды, ресурстардың барлығын саған береді деп. Өзің Америкада отырып отырсаң, ешкім саған бұл саған ресурстар ма деп шайнап қолын әкеліп бермейді. Омар, бұл саған, бұл осылай, сен осылай барасың, осыған ешкім өйтпейді. Просто Америкаға барып, мысалға мен UPenn-ге барып, 2 жылымда бір ғана World классқа барып, былай отырып қайтып келсем, мен бұрынғы меруерт болып шығамын да, после меруерт бірдей меруерт болады. Сондықтан да мен ресурстарды өз адамдармен сөйлесіп үйрендім. Мен өзімді Қазақстанда, мен мысалға нуда білім министрі, үкіметтің білім министрі, жыл студенті болып, мен өзімді экстраверт деп жүрсем, мен Америкада интроверттің интроверт екенмін. Америка интроверттердің елі емес, мысалға. Интроверттердің елі емес. Барып сенімен сөйлесіп жатады. Сен танымайтын адам далада кетіп барып, hey, how's going? How have you been? Деп танымайтын адам сені 100 жыл танитын адамдай сұрайды, сөйлесе білуің керексің, ортақ тема таба білуің керексің. Сондықтан да менде soft skill өте қатты қазір дамыды. Communication, collaboration, talking to people, адамдармен еркін сөйлесіп кету, кез келген конференцияда танымайтын адамды болса да адамдармен танысып, мүмкіндіктерді қолдана білу, кез келген кішкентай мүмкіндіктерге жармаса білу, осын үйрендім, өте үлкен қабілет деп ойлаймын. Және бір жағынан мысалға Америкада андай Нобель сыйлығы, андай күшті профессор береді ғой, андай Нобель сыйлығын алған, бірнеше кітаптарды шығарған. Қазір маған олардың барлығы қарапайым адам болып көрінеді. Қарапайым, мысалға енді Қазақстанда да бір жұлдыздарды көрсек, вау, автограф бола ма деп жүгіріп жүреміз ғой. Ал қазір маған бәрі бірдей адам да, андай барлығы қарапайым, ол мен сияқты кейбір кезде сенімсіз, олар да үйіне барып қорқып тыныш ортада отырғысы келеді дегенде, менде сол барлығы біз сияқты адамдар екен ғой, біз сияқты ауа жұтады екен ғой. Тек қана ерекшелігі олар
андай өздерінің брендін жақсы дамытқан, да, өздерінің personal жеке брендін жақсы дамытқан, жас кездерінде өте еңбекқор болған, көптеген кітаптар жазған, ізденген, яғни олардың бізде айырмашылығы еңбекқорлық екен ғой деген сондай түсінік берді. Сондықтан мен оған да оның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын, сенімділік берді деп ойлаймын. Сол Америкада шетелдегі оқыған барлық тараптан маған үлкен сенімділік бере білді. Күшті, рахмет. Жалпы біздің подкастымыздың аудиториясы әртүрлі. Өйткені біздің подкастымыздың аудиториясы ішінде біз сияқты түлектер бар, НС түлектері, біздің болашақ түлектеріміз, яғни мектеп оқушылары бар. Үшіншіден ол кәдімгідей нишқа қатысы жоқ, бірақ қызығушылық танытып жатқан қазақстандық азаматтар бар. Жалпы қазіргі сұрақты мен арнайы етіп біздің болашақ түлектерімізге арнағым келіп тұр, яғни сендерден жауап алып. Жалпы Оксфорд деп жатырмыз, UPenn, Америка, Пусан деп жатырмыз. Жалпы Пусан дегенді естігенде бәріміз сразу фильмді еске түсіретін шығармыз. Поезд Пусан. Оксфорд деген кезде ол Англия, ол Оксфорд мен үшін ол Оксимиронның оққан жері. UPenn деген Америкада тоже бір за океаном где-то бір алыс жерлерде, осындай күшті жерлерде, қалаларда тұрып, әлемнің ең үздік заттарын көрген кезде сендерде синдром самозванца деген болған жоқ па еді? Бар ма сондай? Синдром самозванца деген сәл түсіндіріп кетсеңіз. Синдром самозванца деген ол, яғни мен осының бәріне шынымен де лайықпын ба деген сияқты. Мысалы біз нуда жүрген кезде ең басында бізде синдром самозванца сол кезде болатын. Мысалы менде өткені кірген кезде мен кәдімгідей Көкшетаудан келген, бірақ көрген кезде көптеген иностранец мұғалімдер, үлкен кампус, бәрі почти тегін, сонда өзің ішінен ойлайсың, мен точно этого достоин деп. Сондай тема болды ма сізде? Негізі мен кішкентай кезімнен көп еңбек еткен адаммын. Сол себепті мен өте қатты қуандым. Менде ондай синдром самозванца болған жоқ сияқты. Және де мені өте жақсы адамдар қоршады. Біздің университетте қазақтар керісінше өте көп. Және де бізде сондай комьюнити болды. Біз бір-бірімізді қатты қолдағандықтан менде ондай болған жоқ. Және де мен керісінше осындай мүмкіндік беріліп жатқан кезде мен оны қолдануым керек деген ой болды менде. Сол себепті мен шынымен осыған лайықпын ба деген ой менде онша болған жоқ. Менің бар ойым жақсы оқу, және де көп білім алу, көп нәрсеге үйрену, және даму болды деп ойлаймын. Яғни қазақтандық студенттер ол сіздің университетіңізде өзінде болды? Әлде жалпы Кореяда ма? Кореяда да болды, университетте де болды. Бірақ негізі олар болғаны бір жағынан жақсы. Және де егер олар болмаған күннің өзінде, егер мүмкіндік беріліп жатса, мен сол мүмкіндікті қолдануға тырысатын адаммын. Көп ойлана бермеймін. Мен достойна ли этого или нет деп, өткені сондай мүмкіндік беріліп жатқан кейін, біз білмейміз ондай мүмкіндік кейін қашан болатын. Мысалы, мен қазір Кореяға бармағаныма 2 жылдан асып кетті. Сол себепті мен өте қатты қуандым. Және көп нәрсе үйренуге тырыстым. Маған келетін болсақ, енді импостер синдром дейді, оны біз Америкада, оны біздің ортада ол өте көп. Мысалға бізде Пенсильвания университетінде мен таңғалғаным, біз Қазақстанда енді sense of belonging деген нәрсе қатты қарамаймыз ғой. Where I belong, мен бұл ортаның құрамы ба деген. Ал Америкада ол өте үлкен тақырып, sense of belonging деп атайды оны. Сен сіздер you belong here деп айтып жатады да, әрқашан былай жүрсең де кампус ілініп тұрады, you belong here, you are part of us деп. Неге? Себебі Америкада, Пенсильванияда, Шырмауық лигасының универде ондай студенттер көп. То есть моральды қиналады да, моральды түрде, физикалық түрде де қиналып жатады да, вот мен точно осы ортаның адамы ба дегендей. Маған келетін болсақ, мен Пенсильванияға университетке түсу үшін өте қатты еңбектенім. Мен мысалға өзім Назарбаев университетінде ГПА 1 болды, ГПА топ 1 мен де аяқтадым. Жақсы жетістіктер болды. Сондықтан да мен ойладым, болды. Енді мен жаңа деңгей ол Пенсильвания университеті болады. Сондықтан да түсіп барынша лайықтым дегендей болдым. Түскеннен кейін менде онда қатты импостер синдром болған жоқ. Себебі импостер синдром қайда пайда болды? Менің сыныптастарым, енді менің жоғары білімді басқару ғой, олар 10 жыл, андай минимум 10 жыл профессионально full time опыты бар. Яғни олардың жастары 40-45-те. Менің сыныптастарым 40-45-те маған қыз ретінде қарайды. Мен өзімнің сыныпымда ең жас болдым, бір курс алғам. Мен 22-де болдым ол кезде. Олар 40-45-те мені қыз ретінде қарайды. Қыз ретінде, андай дочкасы ретінде қарайтын. Сол кезде ойладым да, мен басында ол туралы ойлаған жоқпын, бірақ андай семестрдің ортасында жастарын енді танысып болғаннан кейін жастарын білгеннен кейін біреу UPenn-ге
там сколшып алу үшін андай 10-20 жыл жасап түсіп жатыр, ал мен бірден бакалаврдан кейін түсіп кеттім деген сол кезде сондай момент болған. Сонда қалай болды дегенде сол кезде кішкене болды. Және меніңше оқудың өзін емес, меніңше импостер синдром. Мен GAPSA деген, яғни ол Grad and Professional Student Assembly деп атайды. Ол магистрант және докторант студенттердің студенттік үкіметі. Оған 20 студенттің атынан. Сол кезде мен адамдар өте ақылды, өте керемет, амбициясы жоғары, өте мықты адамдармен жасадым. Коллегаларым өте мықты болды. Сөзім де жетпейді. Сосын мен мысалы президент болып таңдалғаннан кейін сол кезде менде импостер синдром болды. Мен үйге келіп мен енді 20 000 студент былай тұрсын, менің executive board деп атайды, яғни executive boardта мысалға бакалаврын топ университет бітірген, жастары 40-та 35-тегі адамдар, мен олардың президентімін да, мен олар менен не үйренеді дегенде сондай импостер синдром болды менде. Қатты болды импостер синдром. Шалған кездерде болды. Себебі ол жұмыс өте қиын жұмыс болды. Өте қиын американдық тақырыптарды талқылайды. Мысалы affirmative action, title 9 деп айтып жатады. Бізде ондай жоқ қой, affirmative action деген. Америкада ол қатты. Сол кезде мен ойладым, олардың айтатын талқылайтын тақырыптары кішкене басқаша. Ал мен және өздері де айтатын, вау, сен Америкада тек 1 жыл ғана жасап президент болдың ба дегенде да, бірден сен тарихта там бірінші рет ондай кездесіп жатыр деген кезде кішкене андай өзіңе сұрақ қойып бастайсың да. Мысалға мен бір подругам болған, бакалавр University of California Берклиде бітірген. Сосын ол мысалға тағы бір позицияға барды, ол позицияға қабылданбады. Сосын ол кәдімгідей, вау, сен 1 жыл ғана болдың ба, и сразу Қазақстанда алдың ба бакалаврыңда, деп андай сондай болып қалды. Сол кезде ойланып қалдым да, мықты адамдар бар ғой дегендей да. Бірақ та менде әрқашанда менің өзімнің позициям, өзім айтатын болсам, мен ойлаймын, мысалға Құдай сен қолыңнан келмейтін нәрсені бермейді. Демек дәл сол уақытта дәл сол менің президент болғаным маған үлкен бір белгі болып тұр. Яғни менің қолымнан келеді деген нәрсе деп алдым, қабылдадым және тырыстым. Себебі барлық президенттерде қорқады ғой. Мысалы әлемні басқарып отырған президенттерде өздеріне сенімсіз, олар да бір моментте отырды ғой, мен қалай 20 миллион адамды басқарам деген бәрінде бар. Себебі соңына келгенде біз адам баласымыз, бізде де қорқыныш бар, бізде де эмоция бар дегендей. Бірақ та барлығы іс-әрекетпен мен өзім айттым, жоқ, мен тырысам, мен үйренем, мен өзімнің достарыма, коллегаларыма айттым, мен үйренуге дайынмын, барынша тырысамын, және мен аптасына 40 сағаттай уақыт кетірдім. Сабағым болды, мен күніне 5 сағат қана ұйықтадым, 40 сағаттай. Себебі дәлелдеу керек болды. Яғни менің де қолымнан келеді, мен ағылшынды жақсы деңгейде, мен үйренуге дайынмын дегендей. Сондықтан барлығы өте керемет аяқталды. Қазір барлығы маған керісінше айтады, сен өте керемет президент болдың, ешқандай internal конфликт ештеңе туындаған жоқ. Керемет уақытта, осындай қиын уақытқа тап болдым мен, Трамп келіп, одан сайын кішкене қиын тақырып уақытта өте жақсы президент бола білдің деп, керісінше жақсы аяқтағаныма, жақсы нотада аяқтағаныма кішкене қуанамын. Вот сондай кездерде ғана кішкене импостер синдром болғандай болды. Жалпы сондай біз алатын инсайт, осы екі сіздің айтқандарыңыздан, ол жалпы сол импостер синдромына берілмей, одан керісінше өзінің бойына күш қуат алу керек деген сияқты да? Окей. Сіздерді тағы бір біріктіретін зат, ол Назарбаев университеті. Өйткені сіз қазір магистратурада оқып жатсыз, сіз бакалаврды бітірген едіңіз. Жалпы сондай сұрақ. Назарбаев университеті немесе әлемдік университеттерді салыстырайық. Жалпы қандай айырмашылық бар? Жалпы Назарбаев университеті ғана емес, жалпы қазақстандық білім беру жүйесі. Қандай айырмашылық бар, қандай ұқсастық бар? Қай жерде біз жақсы жақтамыз, қай жерде керісінше бізге жұмыс істейтін жер бар? Қалай ойлайсыз? Мен Қазақстанның басқа университеттері жайлы көп нәрсе білмеймін, бірақ Назарбаев университеті және Пусанский национальный университет екеуінің арасында кішкене салыстыру жүргізсем болады. Біріншіден, Назарбаев университеті ол research-based university, то есть ол жақта адамдардың барлығы researchпен айналысады. Сол зат университеттің ең үлкен плюсы деп ойлаймын. Және де Назарбаев университетінде сол себепті көптеген статьялар шығады международный журналдарға, және де көптеген ашылулар жасалып жатыр. Өйткені ол жерде қаржыландыру бар, біріншіден, екіншіден мемлекеттегі селективный болғандықтан осознанно түсіп жатқан адамдарды жинағандықтан оларда жетістіктер өте көп. Пусан ұлттық университетіне келетін болсақ, ол университеттің ең маған ұнаған тұсы, ол мен қате жіберген кезде маған жаман баға қоймағаны. Негізі біздің оқу жүйемізде қате жіберу ол
сенің GPA-ңе қатты әсер етеді, және ол GPA кейін сенің болашағыңа да бір әсерін береді. Бакалавриатқа түсуге немесе магистратураға түсуге. Алайда маған Кореядағы бір ұнаған заты, ол саған екінші шанс береді. Сол қателікті жөндеуге. Және де профессорлар түсіністікпен қарады. Сол зат маған қатты ұнады. Өйткені сол кезде мен өз қатемен дұрыс жұмыс жасай алдым. Және сол кезде сол қатені кейін жасамау үшін не істеу керектігін түсіндім. Егер маған тек жаман баға қойып сол жерде қалып кеткенде, мен рефлексия жасамайтын едім. Және де не үшін жаман баға алғанымды түсінбейтін едім. Вот сол оның мықты тұсы деп ойлаймын. Екі университетте де өте білімді адамдар. Ол білімді ортада сен де алдыға жылжуға тырысасың. Сол себепті маған екі университетте де оқыған ұнайды, бірақ менің ойымша Назарбаев университетінде оқыған кішкене қиынырақ. Мен үшін кішкене қиынырақ болды. Неге? Өйткені Назарбаев университетінде де өте мықты профессорлар бар. Мысалы, бізде қазір сондай күшті университеттерді бітірген профессорлар береді, шетелден келген, және олардың бір белгілі бір требование бар ғой, талап ететін заттары бар. Сол себепті мен сол талаптарына мүмкін сай болмадым ба деген ойым болғандықтан мен үшін Назарбаев университеті кішкене қиын болып тұр. Мүмкін или магистратура болғандықтан ба? Жалпы Назарбаев университетті бітіріп әлемдік нарықта өзіңді жалпы жайлы сезінуге болады, Әрине, Назарбаев университетінде шетелден келген оқушылар да, студенттер де өте көп. Мысалы, біздің группада Ганадан келген, Пакистаннан, Қырғызстаннан, Россиядан келген оқушылар бар. Сол студенттермен біз көп сөйлесеміз, бірге анализ жасаймыз. Біз олар бізден үйреніп, солай нетворкингқа өте қолайлы орта деп ойлаймын. Пусан ұлттық университетінде де бірақ сондай нетворкқа қолайлы орта болды. Көп адамдармен таныса алдым, басқа адамдардың ой пікірін тыңдай алдым, және тыңдап үйрендім, түсініп үйрендім, ой өрісім кеңейді. Узко мыслить етпеймін деп ойлаймын қазір. Мен де толықтай келісемін. Мен енді 4 жыл бакалавриатымда Назарбаев университетте оқыдым ғой. Мен Назарбаев университеттен кейін мен биологиялық ғылымдар мамандығын оқыдым. Өте қиын химия, органикалық, инорганика деген химиялық курстарды алдым. Сосын мен ЮПН-ге келген соң ЮПН оңай болды. Оңай, мендегі бағам 3-тен 97, 4-тен. Мен өте оңай болды. Андай сосын менің ойымша мен мысалға енді бір жағынан нақты айтып кететін болсам, мысалға Назарбаев университетінде бізде хард скиллге көп мән береді. Яғни анализ, ғылыми жоба айтып кеткенде, ғылыми зерттеулер жүргізу, экзамен дегендей. Америкада сенің софт скилліңе көп мән береді. Мысалға біздің сабақтарда, мысалға менің бір курсымда 30% прям дискашнге 30% беретін еді. Сен сабақта сөйлеуің керексің, себебі сабақта әртүрлі елдерден келген, и бір-біріңізбен бөлісу арқылы солай бір-біріңіздің оқу үдеріс процесіне үлкен үлес қосасыздар деген мақсатпен. Сондықтан да енді жақсы сөйлей алсаң, өзіңнің ойыңмен оқып келген көптеген үлкен 50 беттік рейтингтер береді, соны оқып келіп айтсаң, прям саған жақсы процент қойып береді. Және бір жағынан менің ойлайтыным, негізі Америка мен қазақстандық жүйені салыстыру қиын. Неге? Себебі Қазақстанда көбі грантпен оқиды. Америкада по дефолту, яғни дефолт бойынша Америкада студенттер өздерінің ақшаларына өздері төлейді. Грантқа түсетін, ол scholarship'тегі түсетіндер, олар тек қана minority, яғни 10% белгілі бір финанстық сенің отбасың белгілі бір шкаладан төмен ақша алатынын көрсетуің керексің зарплата бойынша. Тек сондай студенттерге ғана, немесе өте мықты студенттер және отбасы жағынан оларға ақша керек студенттерге ғана береді. Қалғандары, мысалға MIT, Гарвардқа түскендердің барлығы өздерінің ақшаларын өздері түсу. Яғни Гарвардқа түсу бөлек, Гарвардтан түсіп scholarship алу бөлек. Ол екі түрлі нәрсе. Көптеген студенттер Америкада оқуларын өздері төлейді. Менің барлық сыныптастарым оқуларын өздері төлейді, өздерінің қалталарын төлеп отырды. Олар кәдімгідей кредит алған, мысалға Стэнфордте да, MBA, Стэнфордте мен достарым бар, Стэнфордте тоже городской education оқып жатқан, олардың барлығы да өздері қалталарынан төлеп отыр. Яғни, жаңа айтып кеткенде, олар мысалға сен өзіңнің қалтаңнан төлеп отырсың, және саған ГПА-ға 3 қойып берсе, баға шкаласымен 3, яғни C қойып берсе, D қойып берсе,
әрине студенттер айтады да, мен сізге ақша төлеп жатыр. Америкада шынымен де студенттердің кейбір студенттердің ұғымдары, мен сізге ақша төлеп жатырмын, сондықтан да сіз оқыт экзамен тапсырам, болды, мен саған ақша төлеп жатырмын дегенде, сен маған услуга, яғни услуга ретінде көреді. Мен өзім ойлаймын, оны негізі Америкада бармас бұрын мен білмес едім, бірақ Америкада оқып келген студенттердің барлығы көбі менімен келіседі деп ойлаймын. Себебі Америкада жоғары білім саласы ол бизнес. Сіздер естідіңіздер ме, естімедіңіздер ме білмеймін, бірақ сіз естіген де шығарсыз, преферентаторлар біледі. Америкада жоғары білім саласы ол кәдімгідей бизнес. Оксфорд, Кембридж деген оқу ордалары, MIT, олар брендтерін күшті дамытқан, маркетингтері мықты да, Оксбридж, Ivy League деген брендтерін мықты дамытып алған. Сондықтан да оларға түспей, мысалға түсе алмай, адамдар түсе алмаса да көп деген ақшасын төлеуге дайын. Мысалға менің бір досым болған, ол Гарвардқа түсті, сосын бірақ ешқандай сколшіп алмады. Сосын ол досым Гарвардқа жазады, вот маған мен түстім, бірақ та мен Қазақстаннан, маған стипендия керек. Сосын Гарвард оқын айтады, жоқ болмайды дейді. Себебі көптеген видеолар қарағаннан кейін андай ұғым пайда болған. Мысалға егер сен оқымайтын болсаң, Гарвардқа түстің, бірақ та Гарвардқа енді магистратурасын ақша төлей алмайтын болсаң, төлемей ақ қой. Гарвард в тебя не нуждается, оның уэйт-листінде оқиын деп тұрған, оқимын және ақша Гарвардтың түгел сенің ақшаңды төлеймін деп тұрған бірнеше адамдар күтіп тұр. Уэйт-листте Гарвардтың, UPenn-нің сен егер оқи алмасаң, сенің орныңды босатып, кез келген көбінесе Қытайлардан миллиард қой, кез келген индус Қытай толып тұр лист ожиданияда. Мені түсір, мен саған қанша ақша болсын төлеуге дайынмын. Маған сол MIT, Harvard, UPenn-нің легасиі керек. Себебі ол UPenn, MIT деген сен түгел сенің тұлғаң айдентитиге айналады да. Гарвард студентімін, UPenn студентімін деп барлығы мөріс киіп жүреді, мен де киіп жүрмін. Вот шынымен де сенің тұлғаң айналады. Сондықтан да сөздің шыны, қарайған ақша төлеуге дайын тұрған студенттер лист ожидания толып тұр. Сондықтан да Гарвард береді саған орынды, бірақ кейде стипендия бермейтін болса, әрқашанда лист ожиданияда адамдар толып тұр. Сондықтан да бұл жағынан Қазақстанның саласын салыстыру қиын. Сондықтан Қазақстанда мысалға біз саған ақша төлеп жатырық, біз профессорлерге ақша төлеп жатырық та, қарайған бюджеттен ақша кетіп жатыр. Сен өзің ешқандай көк тиындар жұмсап жатқан жоқсың, еш оқығың келмейді дегендей да. Сен көк тиындар жұмсамайсың, сен еш оқығың келмейді, біз саған көптеген ақша төлеп жатырық дегенде, сондықтан профессорлер қатты требованияны талапта жоғары қояды. Мысалға Назарбаев университеті, басқа университеттер. Ал Америкада мысалға сен төлеп жатырсың, сен маған услуга жасап жатырсың, ладно, чуть-чуть болса да, главное дипломыңды ал. Диплом сатып алу деген процесс. Мысалға да диплом. Вот. Сондықтан да менің шыны керек, сөздің шыны Американың ішкі системасынан көргеннен кейін мен де бір жағынан ойладым. Американың мысалға білім жүйесі шынында да бизнеске айналып кеткен екен ғой дегендей да. Вот. Private мысалға ойлап қарасаңыз, Ivy League ол private университеттер, олар жеке меншік университеттер. Бізде жеке меншік университеттер өте аз, ал болса да олар self-sustainable, яғни өздерін келесі ұзақ мерзімді тұрғыда өздерін қамтамасыз ете алады ма деген сұрақ қой, қаржы жағынан, егер ол мемлекеттен бюджет алмаса. Ал Америкадағы Ivy League университеттері частный, көп ақша сұрап тұрған жоқ государстводан, государство тек қана докторанттардың NSF, NIH деген гранттарын береді ғылым зерттеу жұмыстарына, ал қалғандарын университеттер donation, көптеген әлемнің олардың атақты выпускниктері donation беріп жатыр, бірнеше миллиард, олардың брендіне төлеуге адамдар дайын тұр. Бірнеше, мысалға менің UPenn-нің кәдімгідей магистратура мен достарым UPenn-нің курстарына бір курс 4 миллион тұрады, 50 миллион. Яғни магистратураның өзі да 50 миллион сон төлеп, сол 50 миллион барлық студенттеріне жинап алып, солай өздерінің өзі қамтамасыз етіп жатыр қаржы жағынан. Сондықтан да бұл өте екі бөлек әлем. Мен өзім жоғары білім саласында оқығандықтан мен одан әрі зерттегім келеді, одан әрі сол тақырыпты көргім келеді. Мысалға мен ойлаймын, мен Америкада оқимын да, Американың системасын бар Қазақстанға алып келемін деген бәрімізде ой ғой. Көбі шетелде оқимын, шетелде үйреніп, сол үйренген нәрсені Қазақстанға алып келеміз. Бірақ та шетелден де үйренетін нәрсе бар. Да, мысалға ертең ол біздегі орта бөлек та, бізде қанша барлығына егер платно қылып қойсаң, енді бір жағынан бізде енді бренд университеттер қатты жоқ. Мен мысалға Назарбаев университетін аяқтадым ғой. Біз енді мен кешірім сұраймын алдын ала, ол менің жеке ойым, Америкадан көрген опытымнан. Біз айтамыз ғой, Назарбаев университеті топ әлемге кірді, Gradskov Education жақында кірді, вау деп біз өзіміз мәз болып жүреміз. Бірақ та Америка түгіл Қазақстанды да білмейді. Менің достарым, мен айтқам, мысалға мен бір досыма, мен Қазақстанымын десем, келесі күні менің досыма, Меруерт бұл Канзас штатынан деп таныстырып тұр.
мен Канзас емес, мен Қазақстаннанмын деймін ғой. Канзас штаты емес, мен американдық емес, мен Қазақстан еліненмін деп айтып жатырмын. Яғни мен мысалға ата-анам тоже выпускныйға келді, Димаш деп айтып жатыр да, Димаш, Геннадий Головкин деп американдықтарға. Олар не айтып жатыр? Ата-анаң дейді да, менің мама, what she's talking about деп сұрап жатыр да, мен айтамын, олар Димаш түгіл, Геннадий Головкин түгіл, Қазақстанды білсе қуанамын деп. Мен Қазақстанды көбі білмейді. Бұл әрине үлкен жауапкершілік біз үшін. Мен бағарған жер, сондықтан мен кішкене disappointment болды, разочарование. Қазақстанды көп білмейді екен. Демек, бұл мен үшін жауапкершілік. Мен Қазақстанды промоут етуім керекпін. Қазақстан туралы көп айтуым керекпін. Мен әрқашанда, менің есім Меруерт, мен Қазақстаннанмын. Центральный Азияның елі деп әрқашанда естерде қалдыруға тырысамын да, indirectly. Сондай, соны түсіндім. Яғни қазақстандық жүйе екі түрлі, американдық жүйе екі түрлі, система екі түрлі. Себебі біздің және бір жағынан бізде советтік легаси бар, советтік үкімет кезіндегі біз мысалға әлемдік, менің докторантурам, өзімнің жобам сол туралы кейін айтып бере аламын. Мысалға біз әлемдік рейтингтерге біздің университеттердің болғанын қалаймыз. Бірақ та әлемдік рейтингке кіру үшін бірнеше индикатор бар. Мысалға профессор студент рейтинг бар, research, publication index шкаласы бар. Біздің универлер 91 жыл, біз 91 жыл ғана егемендік алдық. 91 жылға дейін біздің университеттердің бір ғана миссиясы болған. Teaching. Қазіргі университеттердің миссиясы 3 миссия бар. Teaching, research, service. Бірақ та советтік үкіметтің кезінде бізде тек қана 2 университет болды, research based. Ал барлық research хабтар, ғылыми хабтар Россияда орналасқан болды. Ресей елінде орналасқан университеттерге егер ғылыми жұмыс жасаймын десе, барып Ресей research академия деген бөлек research академиялар болған. Сол жақтар жасаған. Яғни бізде ғылыми legacy дамымаған. Яғни біз UPenn ол қанша 300-400 жыл бұрын жасалған, құрылған ел, Гарвард бұрыннан келе жатқан ел, орда келе жатқан университеттер. Біз келіп алып, топ 50-ге кіреміз деген, ол біз үшін өте үлкен, енді амбициямыз өте жоғары, жақсы, бірақ та егер реалистикалық тұрғыда айтатын болсақ, біз әлі де өзіміздің ғылыми потенциалымызды, университеттердің ғылыми потенциалын стратегиялық тұрғыда дамытуымыз керек. Сол үшін мысалы қазір саясат Нұрбек жаңарықты көріп тұрған шығарсыздар. Әртүрлі елдердің филиалдарын тартып жатыр. Ол неге біз қазір International Branch Campus арқылы рейтингімізді көтеруге тырысып жатырық. Әртүрлі енді стратегиялар көп, айта берсем ол көп. Бірақ та мен өзім ойлаймын, қазір Америка мен қазақстандық система аспан мен жерде екен. Қалайлайша жалпы осындай біздің университеттердің бизнестарға айналу ол Қазақстанның жолы ма әлде жолы емес пе? Дайынбыз ба әлде дайын емеспіз бе ондайға? Негізі өте жақсы сұрақ. Мысалға бизнесті қандай услуга көрсетіп жатыр деген сұрақ қой. Мысалы бизнес демек сен төлейсің, белгілі бір услуга аласың. Америкада мысалға оқушылар біріншіден өте жоғары жаңағыдай Нобель сыйлығын алған мұғалімдерден, профессорлерден курс алғысы келеді. Және содан кейін Америкада қазір жұмыс индустриясы өте қатты болып бара жатыр. Менің достарым айтады, job industry in America getting crazy. Қазір әсіресе шетелдік студенттерге қиын. Неге? Себебі жаңа администрация шетелдік студенттерді қайтарып жатыр. Қазір мысалға мен егер Америкадағы жұмыс беретін адам болсам, мен қорқамын, сенің визаңмен точно бәрі жақсы бола ма? Мен сені интервьюмен алсам, шетелдік біреу американдық тұрса, әрине маған ұзақ мерзімді сотрудник керек, сондықтан американдық студентке виза керек емес деген дейді. Сол жағынан услуга көрсеткенде американдық университеттер білім беріп жатыр, өте сапалы профессорлермен, ертең кейін жақсы докторантура, кейін жақсы жұмысқа тұру үшін. Және себебі жақсы жұмысқа тұру үшін не көмектеседі? Біріншіден универдің бренді да, универдің аты көмектеседі шыны керек. Егер сізге Уильям колледжден бітірген, толық гранттан бір студент берсе, мысалға Омар, 2 студент саған сен жұмыс беріп жатасың, біреуі Уильям колледжді бітірген, просто мысал ретінде айтып жатырмын, Уильям колледж бітірген, толық сколаршипте, инжиниринг бітірген, саған MIT-де бітірген, бірақ ақшамен өздері төлеген, сколаршиптан емес, MIT-ден бітірген студент. Сен кімді аласың? Конечно, MIT. MIT-ді аласың да, шындық. Сондықтан мысалға мен достарым, егер мен таныстарым айтады, ранкингке қарама, оқи бер дейді, мысалға какой-то колледжді оқи бер, сен главный алып шығатын өзіңсің, әрине, бірақ та қанша дегенменде, мысалға ниш, ол да барлығы қазақстандық бренд қой, барлығы нуға барғысы келеді. Мен нуда оқып жатырмын, маркетингде барлығы нуда қазір маркетингте мықты болып жатыр да. Сол сияқты мысалға сондай бренд болу керек. Ал біз қазақстанның ішінде бренд жақсы дамыған, бірақ та әлем
жаңа айтқандай біз әлемдік деңгейде қазіргі кезде көп адамдар мысалы Назарбаев университетіне барғым келеді, Тұран университетіне оқығым келеді, там ИНУ-да оқығым келеді деп ешкім қызықпайды. Мен еще қызықпас бұрын еще төлеуге да арнайы ИНУ-ға келіп ИНУ-да оқып төлеймін деген ешқандай универге кемсітіп жатқан жоқпын. Просто мысал ретінде айтып жатырмын. Олар керісінше мен 2 жыл жұмыс жасап ақша жинап алып мен лучше бірден MIT-ге ақша төлейін деген олардың майндсет қой. Сондықтан да біз қазір мысалға НУ-дың өзі шетелдік студенттерге грант беріп жатыр да, тартып жатыр. Неге? Шетелдік студенттердің бірнеше несі болу керек, проценті болу керек, ол да рейтингті көбейтеді дегендей. Сондықтан әлі де біз егер өзіміздің оқу жүйе саламыз бизнеске айналсын десек, онда біз өзіміздің брендімізді дамытуымыз керек. Брендті дамытып, яғни personal университеттің брендін дамытуымыз керек. Әлемдік жаңағы түрлі университеттермен жақсы халықаралық байланыста болып, солармен бірге әлемдік мысалға research collaboration жасайтын болсақ, әлемдік стратегиялық партнершип жасайтын болсақ, сол кезде мүмкін олар бізге қызығып қалар. Бірақ ол айтып жатқаным ешқандай кемсіту емес. Біз өте жас елміз ғой, біз жас елміз, біз жас университеттерміз, біз кәдімгідей НУ-ға 15, енді ғана 20 жыл болатын НУ-ға келіп алып, сен топ 50-ге кір деп айту, ол дұрыс емес деп ойлаймын біздің саладан. НУ үшін мысалға НУ өзі өте бір жас университет үшін ол өте жоғары көрсеткіш. Бірақ та біздің әлі де әлемдік деңгейге шығу үшін, атымызды шығару үшін әлі де асуларымыз көп, әлі де көп еңбек етуіміз керек. Окей, жақсы, бізде жалпы жоғары білім туралы әңгіме дүкен құрылып жатыр. Егер дәл қазір біз қайтадан нишқа оралайық. Жалпы ништағы экспириенс қандай сізде? Ниш сіздерге не берді? Әлемдік нарықтағы үлкен университеттерге түсу жолында ниш қалай көмектесті? Жалпы үлкен ересек адамның өміріне ниш сізді қалай дайындады? Аяжан ханым. Мен ниш жайлы тек жақсы нәрселер айта аламын. Мен ойымша басқа оқушылар да көп жақсы нәрсе айта алатын сияқты мектеп жайлы. Ең бірінші мектептегі мұғалімдер. Мектептегі мұғалімдер бізде think out of the box деген бар ғой. Вот сол практиканы қолданады және мысалы бізге сабақтарда шын өмірдегі болып жатқан проблемаларды береді. Біз сол проблемаларды шешуге тырысатын едік мектепте. Ол біздің мектеп кезден research skillдарымызды дамытады негізі. Сонымен қатар 11-ші сыныпта бізде ГППР деген пән болды. Ол пән де бізді университетке дайындайтын пән негізі. Значит, curriculum, NIS программ бізде өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені ол Кембридж университетімен бірге жасалған программа және ол оқушының жан-жақты дамуына үлкен үлесін қосады. Екіншіден ол окружение, environment. Бізде оқушылар, жан-жақты оқушылар, өте амбициялары жоғары оқушылар, және олар саған жақсы әсер етеді негізі. Мысалы, менің жанымда 11-ші сыныпта IELTS-тан 8 алған оқушы болды, SAT-ға дайындалып жүрген оқушылар болды. Мен соларға қарап, мен де еліктедім десем болады. Біз бір-бірімізге көп көмектестік. Бізде өзіміздің сообществомыз болды, және де түлектер де бізге көп көмектесетін еді негізі. Мен мектеп кезде оқып жүрген кезде түлектер мектепке келіп бізбен өте жақсы қарым-қатынаста болды деп айта аламын. Сол оқушылардың арасындағы қарым-қатынас және де мектептің беретін білімі және мүмкіндіктері. Мен 10-ші сыныпты бітірген кезде мені 3 апта Колумбия университетіне жіберген болатын. Мен сол жақта летняя программа оқып келгеннен кейін мен қатты Америкада оқығым келді. Мен сол себепті именно сол университетке барып келгеннен кейін проект бойынша барған болатынмын. Фильтрация воды деген проект болды. Мен де сол кезде сол проектті дамыту үшін оқып келдім, және сол менің көзқарасымды қатты дамытты десем де болады. Мен неше түрлі адамдарды көрдім. Ол кезде жасым 16-да еді. Бірақ жанымда мықты адамдарды көргеннен кейін мен қалай айтсам болады, ішімнен көп рахмет айттым мектепке осындай мүмкіндік бергеніне. Менен басқа көптеген оқушылар да ондай мүмкіндік алды. Және ол менің кейін шетелге түсуіме қатты әсер етті деп ойлаймын. Негізі мен мектеп бітірген кезде Америкаға да түстім, Кореяға да түстім, бірақ мен Кореяны таңдаймын деп шештім. Керемет. Менің кейсімде, мысалға менің жағдайымды айтатын болсақ,
ең алдымен жаһандық ойлау. Мысалға мен нештен бұрын нештегі мектептерде мен тек қазақстанның мәселелерін ойлайтын едік қой. Қазақстаннан тыс әлемде не болып жатқанын ешқандай хабарым болған жоқ. Шынымды айтсам да, енді себебі бір жағынан ол ақпараттың барлығы ағылшын тілінде да, мысалға ойлап қарасаңыз. Мысалға бізде шаңырақ бойынша тақырыптар бөліп береді. Шаңырақ деген бар да неште. Мысалға біз әрқашанда global citizen да, мысалы жаһандық мысалға граждан болу үшін сенде қандай қабілеттер болу керек. Біз кәдімгідей плакатқа жазатын едік, global citizen осындай болу керек деп. Және мысалға орыс тілден де, мысалға ағылшындан да спикинг тапсырып жатқан кезде жаһандық мәселелерді талқылататын еді да, мысалға global warming, мысалы әлемдегі да, мысалға Антарктида не болып жатыр, мұз еруі да, температура барлығы. Жаһандық, оған дейін мен мүлде ол туралы ойламаған. Оған дейін сен мысалға Ақтау қаласында Каспий теңізі не болып жатыр дегендей ғой. Қазір сен түсінесің да, ол әлем үлкен, әлем өте үлкен, и сен тек қана өзіңнің көкірегіңде ғана емес, сен әлем туралы көкжиегіңде кеңейтуің керексің дегендей. Сол үшін мен өте рахметімді айтамын. Екіншіден, менің жағдайым басқаша болды. Біз не жақтау, ол соңғы ашылған 3 мектептердің бірі болдық. Сондықтан да біздің мұғалімдер әрқашан айтады, салыстыратын еді. Біздің мұғалімдер өте керемет мұғалімдер болды. Өте керемет, бірақ та біз не жақтауда, енді біз енді МСК тапсыратын кезде ойлап қараңыз, біз 4 жылдан кейін МСК тапсыруымыз керек, 2 жыл 9 сыныпта IELTS тапсыруың керек, 9 сыныпқа түстің, енді оқып жатырсың, сен 11 сыныпта IELTS тапсыруың керексің 2 жылдан кейін. Ал бізде көбінесе ағылшын көбі білмейді. Ағылшын шынымен де даже бір сөзде білмейтін оқушылар болды. Себебі бізде экзамен ағылшын тілінде, вот математика, биология деген болды. Экзамендер ағылшын тілінде өздерің үйренесіңдер деп айтты. Яғни бізде үлкен сондай бір қысым болды, себебі бізде уақыт аз болды да, басқа мектептегілер 6 жыл болса, бізде 4 жыл енді МСК тапсыру керек дегендей. Сондықтан да менде осындай түйсік болды, көбінде осындай түйсік болды. Біз не жақтау, кішкене мен басқа ништерді көріп тамсанатын едім. Басқа ништердің оқушылары мен үшін өте ақылды болып көрінетін еді. Мен неге барғам? Ғылыми жоба мен нишаралыққа өттім. Нишаралыққа мен қазақ тілі деңгейінде қазақ тілі олимпиадасына қатысқам, орын алғам нишаралық. Мен нишаралыққа барған кезде бірінші рет барлық ништерді көремін ғой. Мен андай керісінше тамсанып, мен басқа ништермен танысқан кезде вау деп, мен үшін андай вау дәреже болатын да. Себебі мен білмеймін, өзімізді кәдімгідей кішкене мен сөйтіп мен өзім ба ойладым, біз төменбіз деп жүрдім да. Вот сондықтан біз әрқашанда оқып жүрдік, күні түні оқып жүрдік. Қараң неше семей көп алған МСК-тен деп бізге салыстырмалы призма көп болды. Сосын мен НУға келгенде, НУдың ең бірінші лекциясы биология болды. Сосын биология сабағында профессор сұрақ қояды. Енді барлық көбінесе ниш РФМШ-да ғой, көбі ниш РФМШ, КТЛ, сосын сұрақ қояды, оңай сұрақ. Мен жауабын білемін. Сосын мен қараймын, ешкім қол көтермейді, бәрі үндемейді. Профессор екінші рет сұрайды, үшінші рет сұрайды. Типа, камон дейді, сендер білмейсіңдер ма ноды оқасыңдар ғой. Мен қараймын, еш жауап, мен қолымды көтеремін бүйтіп. Типа, can I answer деп та, мен жауап беремін. Профессор, я, дұрыс дейді. Мен, что басқалар білмей ма сонда деп андай, вроде түсінбей қалып сол кезде андай осознание болды. Ол оказывается менің ішкі өзімнің стереотипім екен ғой. Біз типа нашар үйретті деп, типа біз білім жағынан нашармыз деп. Мен мысалға химия биологиядан прям менде прям денслес да, вот барлығынан 3.90 бітірдім. Біздің потоктан, яғни мен ойлаймын, бірінші курста биология генкем деген қиын сабақтар бар, мен бәрін алып шықтым. Себебі менде база не шақта маған өте мықты база берген екен. Биология, химия. Мен білем, ең соңғы биология файнал мен химия бірге болатын болды бір күнде. Мен уақытым болған жоқ, мен химия оқыдым, сосын биология дайындалмай қойыншы. Ништің берген базасымен бара салам дедім да, ништің берген базасымен елге алып шықтым, ремонт салдым. Мен ойлаймын, білім жағынан өте база жақсы берген екен ғой деп әлі де кәдімгідей рахметімді айтамын не жақтауға, сол білім жағынан. Сондықтан мен өзім ойлаймын, өте білім жағынан, hard skill жағынан дұрыс білім бере білді. Яғни егер білім ордасының басты миссиясы сапалы білім беру керек болса, мұғалімдер шынында да сапалы білім бере алды деп ойлаймын. Жалпы мектепті бітіргелі 5-6 жыл болды, иә, сіздерде. Осы 5-6 жыл бұрын бітірген түлектер тарапынан жалпы ниш, НАЭС, НЗМ не үшін қажет? Жалпы ел үшін, әлем үшін сіздердің ойларыңыз қандай? Негізі мен өзімнің достарым, менімен бірге оқыған оқушылар, қазір көбісінің өздерінің бизнестері бар, және ол бизнестер көбінесе сол
қалай айтсам болады, адамдар үшін арналған бизнес. Көбінесе ақша жасау үшін емес, именно сол адамдарға көмектесу үшін ашылған бизнес. Сіз жаңа айтып кеткендей, бізде сабақтарда әлемдік проблемаларды, әлемдік мәселелерді талқыладық, қазақстандық мәселелерді талқыладық. Біз кішкентай кезімізден, мектеп кезден біз білдік қандай қазір мәселелер бар екенін. Сол мектеп кезде түсінгеннің арқасында, мен ойымша, сол мәселелерді әлі күнге дейін шешуге біздің түлектер тырысып жатыр деп ойлаймын. Мысалы, білім саласы, біз екеуміз де білім саласында жұмыс жасаймыз. Қазір Қазақстанда әрине білім саласы дамып келе жатыр, өте қарқынды, мен оған өте қуаныштымын, бірақ алайда әлі де дамитын жерлері өте көп. Сол себепті біз сол жолда еңбек етіп жатырмыз деп ойлаймын. Және де ништің тоже ашылғанына өте көп уақыт болған жоқ, бірақ көптеген жетістіктер бар деп ойлаймын. Сол жаңағы айтқандай адамдар үшін жасалатын жобалар. Және де біздің түлектер менімен бірге бітірген түлектер, мен білем, өте мықты компанияларда жұмыс жасап жатыр. Және мен олармен сөйлескен кезде, олар сол жақтан опыт алып, кейін бізбен байланыстыратындай нәрсе жасағысы келеді. Мысалы, менің бір досым Қытайда оқыды. Қазір ол сол Қытаймен бизнес ашып, және де Қытаймен бизнес ашқысы келетін адамдарға көмек көрсетеді. Ол тек өзін ғана ойлап жатқан жоқ, өзін ғана бизнесін емес, басқа адамдарға да сол үйренген нәрсесін үйретуге тырысады. Сол сияқты, мысалы, басқа да досым бар, қазір, мысалы, BI группта жұмыс жасайды. Оның да басты мақсаты айлық емес, оған айлығы жоғары жер жұмыс ұсынды, бірақ ол бас тартып, өзінің мақсаты үшін қазір, мысалы, BI группта жұмыс жасап жатыр. Мысалы, оның мақсаты қаланың құрылысын дамыту. Мысалы, біздің қалаларда, мысалы, транспортная система деген, мысалы, қатты жақсы жүріп жатыр деп ойламаймын. Өйткені бізде адам аз болғанымен пробкалар болады, мысалы, канализационная система жұмыс жасамауы мүмкін. Және ол сол мәселені шешу айлықтан маңызды деп ойлағандықтан мен өте таң қалдым негізі. Яғни бізде түлектердің басты мақсаты сол қазіргі тұрғындарға көмектесу және қазіргі бар мәселелерді шешу деп ойлаймын. Соған мен өте қуаныштымын. Жалпы сіздің ойыңызша, ништің басты мақсаты ол Қазақстанға болашақ кадрларды тәрбиелеу деп табылады, дұрыс қой? Тек қана Қазақстанға емес, бірақ әлемге. Бізде өткен ништің құндылықтарының бірі ол global citizenship. Мысалы, біз Қазақстандағы мәселені шешсек, значит, біз басқа мемлекеттегі де сол мәселені шеше аламыз деген сөз. Яғни біз тек бір мемлекетке емес, көптеген адамдарға жақсылық жасай аламыз деген ойдамын. Айтқым келгені, жалпы әлеуметтік желілерде нишқа қатысты көптеген екі түрлі ойлар бар. Қоғамның бір бөлігі ништің не үшін керегі түсінсе, екінші бөлігі ништарды жабу керек дейді, нишқа бөлініп жатқан ақшаны басқа мектептерге тарату керек дейді. Ол әрине дұрыс. Жалпы бізде тек қана бір желі ғана емес, мысалы ниш немесе КТЛ немесе РФМШ ғана даму керек емес. Жалпы бізде барлық білім беру саласы даму керек. Бірақ та сіздің айтқаныңыз толықтай дұрыс, және мен келсем. Ништің ең басты мақсаты ол біздің еліміздің болашақта біздің елімізді құратын адамдарды тәрбиелеу болып табылады. Яғни тек қана ғалымдар емес, бизнесмендер де бар, мұғалімдер де бар, олардың ішінде юристтер де бар, медикалық қызметкерлер де бар. Жалпы ништің мақсаты сол болып табылады. Және осындай кезде қоғамның әртүрлі бізге айтылатын сөздері бір түрлі болып естіледі, шыны керек. Жалпы сіздің ойыңыз қалай? Не үшін қажет? Менің мысалға ойымша, әрине, мысалы, бюджет жағынан зияткерлік мектептеріне, КТЛ-ге көбіне социалды түрде көп ақша бөлініп жатады. Бірақ та әрине сол сәйкесінше бізден көп үміт күтеді, айтып жатады, көп үміт күтті ғой, комментарийін оқысаң, қайда сол түлектер дейді. Менің ойымша, біз күтуіміз керек. Яғни, ниш зияткерлік мектебі, мысалға, олар жас мектептер, жас университеттер. Біз келіп алып, мен бітіріп, бірден Элон Маск болып кете алмаймын. Бірден мен миллиардер болып кете алмаймын. Маған әлі уақыт бер дегендей, мысалға, өзіңіз көріп тұрғандай, мысалға, Гарвардтардың президенттері 70 жаста ғана президент болып жатыр, 70-60 жаста. Ал біз енді мен мысалға Нишақтаудың түлектері енді магистратура бітіріп жатыр, мысалға Нишақтаудың түлектері енді магистратура бітіріп жатыр, и мен өзімнің
түлектердің ішінен барлығынан мен бірінші түлек екенмін докторантураға бірінші рет түсіп жатқанда мысалға біз бірден нәтижені күтеміз, яғни бірден. Сол үшін ғой мысалға мен көбіне айтамын, біз ертең өте керемет позитивті өзгерістер алып келеміз, бірақ та сәл шыдамдылық керек. Яғни сәл күтейік. Біз жас мектептеріміз, шынымды айтсам, біз бірден бітіріп аяқтап кеткеннен кейін барып ертең үлкен компания ашып 100 или 1000 адамға жұмыс беріп кету үшін бізде енді адам баласымыз ғой, уақыт керек дегенде. Яғни ол нәрсе болады, барлық критика ол дұрыс, бірақ та ол үшін кішкене 20-30 жылдай күту керек, иә? 20-30 жыл, 40 жыл, мүмкін 50 жыл, 60 жыл түлектер әлі уақыт керек қой. Енді біз өзімізге уақыт керек та, өзімізді зерттеп жүрген адамдармыз ғой біз. Жаңа ең алғашқы сұрағым мысалға Назарбаев зияткерлік мектептері не берді? Назарбаев зияткерлік мектептеріне мысалға менің сыныптастарым, мысалға мен өзім, біз прям ауылдан келген, ешқашанда мысалға ағылшын үйрене аламын ғой деген, мен ертең там UPenn, Ликапюша Оксфордта оқимын ғой деген арман мысалға менің ойымда ешқашан болмағанда, мысалға көптеген қазір подругалар, барлық достарым да там күшті Стэнфордте барлығында түсіп жатыр. Олар да ойламағанда мен мысалға арманым бітіргеннен кейін бір мектепке мұғалім бола салсам дегенде болады да. Вот ал Назарбаев зияткерлік мектептері өте ақылды, өте еңбекқор, ең бастысы еңбекқор. Яғни ақылмен, бірақ та еңбекқор, күні түні көздің майын ағызып, білімнің құнын түсінетін оқушыларға үлкен мүмкіндік бере білді. Мен ойлаймын, мысалға, кейбір адамдар олар ақылды шығар, бірақ ақылдың болудың өзі жеткіліксіз. Мысалға біреулер деп жатады, мен оқушым, мен балам ақылды, бірақ түспей қалды нешке дейді. Ақылдың болуы жеткіліксіз. Мысалға, Омар, сен дауыс айтатын, ән айтатындар көп қой, бірақ бірен сарандары сахнада жүр, иә? Дауыстың болуы жеткіліксіз, егер сен оны күн сайын практиковать етіп дамытпасаң. Сол сияқты білімде ол миды, менің мұғалім айтады, миына білшірақты қозғалт деп айтатын еді, мидағы білшірақты қозғалт деп. Яғни миды барлығын білімді де дамытып жату керек. Сондықтан ал неш сондай әрқашанда өсуге дайын, әрқашанда күні түні кітап оқитын, күні түні шынымен де оқитын еңбекқор адамдарға үлкен жол ашты, яғни есігін ашты. Ешқандай, мен өзім прям low income деп атайды ғой, сондай отбасыдан келгенмін. Менің достарым, кәдімгідей класстастарым ауылдан келген. Ешқашанда ойламағанда ауылда мысалға қорада шөп жинап жүрген, кәдімгі біз сияқты оқушылар келіп, олар қазір мен ағылшын үйренемін, мен ертең директор боламын деп та маған ниш мұғалімдер айтады, сіздер минимум ниш бітірсеңіздер, минимум ништің директоры боласыздар деген. Минимум, ол минимум деді. Ал максимум әлемнің прям ЮНЕСКО-ның мүмкін United Nations'тың чейрі да, или какой-то топ универдің президенті дегендей. Сондықтан мен керісінше, мен ойлаймын, біз қуануымыз керек деп. Және бір жағынан айтарым, бұл культураға да байланысты. Мен Америкада келдім, Америкада адамдар қолдайды. Америкада білім ордасы, мысалға, Ivy League деген нәрсе олар үшін өте жетістік. Америка өзінің оқу ордаларымен мақтанады. Мақтанудың өзі үлкен бір қабілет. Менің өзімнің ойым, қазақстандықтар өздерінің оқу ордаларымен мақтана білсе деп ойлаймын, иә. Яғни ол әлі кеш емес деп ойлаймын. Оқу ордаларымен мақтанса, біз өзіміз енді қазақ ретінде, әр қазағым жалғызым дейміз ғой, қазақ ретінде Қазақстанның әлемдік деңгейге шыққанын қалаймыз. Ол қалау үшін қазақты қазақ қана қолдайды, иә. Біз мысалға мен Америкада жүріп, мен жалғыз қазақ болдым, мысалға қытайлар қатты орталарда кіргізбейтін, қытайларды ғана қолдап барадыр, индустарды ғана қолдап барадыр. Ал мені кім қолдайды дегенде, мен өзімнің академиялық саяхатымда UPenn жалғыз өзім болдым. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің қазақтар мақтана білсе деп та, андай being proud та, жетістік ретінде көре білсе екен деймін. Ниш зияткерлік мектебін бір қара нәрседен ақ нәрсені көре білу, оның өзі үлкен қабілет, сол қабілетті дамыту керек деп ойлаймын. Жетістіктер туралы көп айта беру керек. Қазір бұрында неге сұрайды? Ол кезде социальный медиа дұрыс дамыған. Қазір социальный медиа дамыды, иә, жақсы жетістіктерді көрсетіп жатырық. Сөйтіп айту керек, айтпаса ешкім біле бермейді. Айту керек деп ойлаймын. Америкада айтып жатады да, үлкен түлектерін, осындай түлектер бар деп мақтанып жатады. Жаңағыдай identity қылып алады да өздерінің. Сол сияқты бізде өзіміздің мақтанарлық түлектеріміз өте көп, барлығы да өте жақсы мамандықта оқып жатыр. Сондықтан да тек позитивті нәрсе айта берсек, мысалы Алға Питтсбург деген бар ғой, Инстаграм парақша, әрқашанда күшті қылып айтады, иә, адамдар шын жүректен қуанып жатады. Сондықтан өзіміз күшті қылып позитивті тонда айтатын болсақ, яғни критикаға көп акцент қойғанша, позитивті нәрсеге көп акцент қойсақ, сонда барлығы позитивті түрде жүріп кетеді деп ойлаймын. Критикадан гөрі, және көбіне айтатыным, если критикуешь,
предлагай дейді ғой, типа мен көп мысалы кейбір адамдарға айтамын, дұрыс, ал сіз не ұсынасыз десе, ештеңе ұсынбайды да. Енді оның көзін көресің ғой дейді, мен қалай көремін сен ғой критика айтып жатқан дегендей. Сондықтан да мен ойлаймын, әрине сын айту дұрыс та, сын айтса біз дамый аламыз сын айту арқылы, бірақ та сын айтқаннан кейін әрқашанда шешім айту керек. Ол қысымның барлығын, мысалға біз аяқтағандар, ол үлкен жауапкершілік, мен де түсінемін, сен де түсінесің Омар, иә, Айжан сен де түсінесің, біз үлкен жауапкершілікті арқалап келе жатырық. Ол біз өмірдің соңына дейін сол үлкен жауапкершілікті ертең арқалап кетеміз, оны да түсінемін да. Мен UPenn-нің профессорлары айтатын, сіздер енді бізден үлкен легasi алып бара жатырсыздар, сіздер енді үлкен әлемнің жауапкершілігін арқалап бара жатырсыздар деп та. Сіздер әлемді сендерге әлемге өзгертпесеңдер болмайды деп та, әлемді өзгерту керексіздер, все болды, точка, перед дейді да. Вот сондықтан да оның үлкен жауапкершілікті сезіну керек, бірақ акценттің барлығын тек позитивті нәрсеге қоя беру керек. Талқылағанда да тек позитивті нәрсе талқыласақ, ауыз толтырып жетістіктерді айтсақ, меніңше барлық халықты көреді, жоқ, Омар нештің президенті болған ғой деп та, Омар біздің түлек қой деп та, керісінше олар мақтанады, керісінше түсінеді, көздері жетеді. Бірақ әрине оған тағы айтқандай уақыт керек. Жалпы ниш 2008 жылы ғана ашылған еді, 2009 дәлірек айтсақ. Жалпы біз шынымен де жаспыз. Бірақ 2009 жылы ашылсақ та, ништардың көбісі тек қана 2011, 12, 13, 14 жылдары ашыла бастады. Және жалпы барлық түлектердің орташа жасы 22-23 жас қана. Ол біздің жастастарымыз. Енді ғана университеттерді бітіріп, магистр немесе доктор деңгейіне түсіп жатқан адамдар. Сондықтан осы адамдардан бір сразу миллионер болып кету, немесе елді көтеріп кетуді талап ету ол мүмкін емес. Және сондықтан сәл уақыт берсе жақсы болар еді. Сәл уақыт беріңіздер. Сынамай, кәдімгідей поддержка берсе. Ал жалпы мысалы Аяжан, сіз қазір кәдімгідей әлемнің үздік білімін алып, қазір біздің еліміздің болашағын тәрбиелеп келе жатсыздар. Сіздің деген болашаққа деген жоспарларыңыз қандай? Әрі қарай осы мұғалім болып жұмыс істейсіз ба, әлде бизнесқа кетесіз ба, әлде магистр, доктор болып, әлде қалай жалпы? Өте жақсы сұрақ, рахмет. Негізі мен қазіргі жоспарым сол магистратураны бітіру. Негізі маған мектепте жұмыс істеген осыншалықты ұнайды деп ойламадым. Жаңа сіз алдында қойдыңыз ғой сұрақ, импостер синдром деген. Вот менде сондай синдром болды, оказывается, мектепке келген кезде. Мен мектепке келген кезде барлығы, ой, мен сені бүкіл әлемді өзгертетін мықты оқушы болады деп ойладым. Ал сен мектепте не үшін келдің деп солай айта бастады. Кейін университетте де магистратурада маған сен Кореяда оқып келдің, каково это тут учиться деген сияқты. Сондай әрине талап қою керек, бірақ ол сәл де қысым көрсететін сияқты адамдарға. Негізі әр адам өзінің темпімен дамиды ғой. Сол себепті бір жағынан қатты қысым беруге де болмайды оқушыларға. Мысалы мен оқушыларға айтамын, да, өздеріне сеніңдер, у вас все получится, өздеріне сенбей жатқан кезде сендерде барлығы болады, біз сендерді қолдаймыз деп сондай поддержка берем. И талапты қою білу керек, бірақ определенный мерада. Қатты талап етуге де болмайды, өйткені ол well-beingға мысалы әсер етуі мүмкін. Мысалы менде сондай болды. Мен бір жағынан ойладым, қалай мен Кореяда оқып келіп, сол жақта бір Samsung сияқты компанияда қылып кете салу керек еді деп. Неге маған бұндай критика болды деп. Бірақ мен кейін оқушыларды көрген кейін, жетістіктер пайда болған кейін қатты қуандым. Мен сдаться етпегеніме. Негізі мен сол кезде барлығын тастап кете салуыма да болатын еді, бірақ мен түсіндім, менің үлкен миссиям бар, және бұл жерге мен белгілі бір миссиямен келдім деп түсіндім. Өйткені мен ешқашан ойламадым мектепке барам деп. Және мен қатты қуандым, менің оқушыларым сондай күшті жетістіктерге жетіп жатқаны маған көп шабыт беріп, және мен одан да көп нәрсеге икемді екенімді түсіндім. Жеке планымда мен кейін магистратурадан кейін де оқуымды жалғастырғым келеді. Негізі мен ешкімге айтқан жоқпын, бірақ мен де UPenn-ге түстім осы жылы. Бірақ мен осы жылы барам ба бармайым ба ол әлі белгісіз, өйткені виза берілмей жатыр. Мүмкін келесі жылы, егер Алла қаласа, келесі жылы мүмкін. Бірақ жеке планда мен әлі көп нәрсе үйрену керектігімді түсіндім. Өйткені мысалы белгілі бір проблемаларды мен
қазір шеше алмайды екенмін. Мен қолым қысқа. Сол себепті көп нәрсе үйренгім келеді және көп адамдармен жақсы нетворкинг құрып тәжірибе алғым келеді. Мысалы, сіз сияқты мен сізбен кездескенде өте қатты қуаныштымын. Көп нәрсе үйрендім деп ойлаймын. Сіздің идеяларыңыз маған қатты ұнады. Көрініп тұр, көп ресерч жасағаныңыз. Жалпы статистикаға тағы да бір рет сенсек, ништің жалпы барлық 15-16 жылда 23 мыңнан астам түлегіміз бар. Осы жылы тағы бір 2850 адам қосылды. Осы солармен бірге 23 мыңнан сәл асып кетеді. Және сол 23 мыңның ішінде 70-тен астамы қайтадан нишқа мұғалім ретінде оралды. Сол 70 адамның біреуі сіз. Және ал жалпы Аяжанның өзіне келетін болсақ, ол қазір профориентатор жұмысын атқара отырып, осы жылы 240-тан астам оқушыға болашаққа жол берді деп айтуға да болады. Әлемнің үздік университеттеріне сіздің оқушыларыңыз түсіп жатыр сіздің арқаңызда. Сондықтан сіздің үлкен миссияңызға рахмет. Ал Меруерт ханым, сізге келетін болсақ, сізде болашаққа пландар қандай? Докторантура, Оксфорд бітіріп шығасыз, барлықтарынан Қазақстанның деңгейін көрсетіп шығасыз деген ойдамыз әрі қарай. Мен енді ол 3-4 жылдан кейін көп нәрсе өзгеріп жатады. Мен көп айтады ғой, менде болашақтың еншісіне қарай қалдырайын деп, яғни нақты айту қиын. Бірақ та мысалға мен дәл қазір мен профессор болғым келеді, яғни ғалым болғым келеді. Негізі докторантура білім саласына екіге бөлінеді. Doctor of Education, Doctor of Philosophy in Education. Doctor of Education деп атайды, EDD, ол администрация. Яғни егер администрация боламын десеңіз, сізге PhD ғылым жасап керек емес, сіз администрация боламын десеңіз, ED 3-4 жыл қысқаша 2 жылдық бітіре салып, ED. Мысалға, Аида Сагентаева, Нутон Градской Education қазір деканы, ол сол ED-ді бітірді 2 жылда. Ал мендікі PhD, ол ғылымдарға арналған, яғни ғылыми зерттеу жұмыстарын, research finding, data анализис жасау, cause experimental data деген көптеген методологиялар көп. Мен сол ғылым саласында, білім саласындағы ғалым болғым келеді. Себебі мен UPN-де 2 жыл дипломный работа жазған кезде, капстон проект, ақпарат жоқ. Менің профессорлерім айтады, Меруерт, профессорлерім кешірші дейді, саған көмектескіміз келеді, бірақ ақпарат жоқ қой дейді. Вот шыны керек, ақпарат жоқ, ал оқиын десек бәрі қазақша, орысша, сен білесің ғой, қазақша, орысша өзің оқып іздене сал, біз что, грамматикасын тексеріп береміз дейді. Мен вот сөзің шыны керек. Мен оларды түсінемін да, оларға да жоқтан бар шығар деп айта алмаймын ғой. Шынында да қарасам, ақпарат жоқ, ағылшынша өте аз, енді дамып келе жатыр, және көбі literature review. Literature review ол өздеріңіз білетіндей, ол қолда бар барлық зерттеулерді қорытындылап беру, вот мына зерттеу былай айтыпты, бірақ өзіңнің тарапынан ешқандай жаңа дата жоқ, жаңа данные жоқ, жаңа finding жоқ. Сондықтан да және quantitative mixed methodology дұрыстамағандай ең дамып келе жатыр. Сондықтан мен түсіндім, мен осы ғылым мен егер біз әлемнен тәжірибе алатын болсақ, әлем бізбен тәжірибе алсын десек та, мысалға әлемдік университет Қазақстанды танысын десек, Қазақстанның білім жүйесін Қазақстанға көп қызықсын десек, бізде онда ақпарат ағылшын тілінде жеткілікті болу керек деген дейді. Оны тек қана аударып переводчикке салу емес, кәдімгідей сапалы ғылыми зерттеулер шығару керек деген дейді. Көптеген шетелдік коллаборационный проекттер жасайтындай. Сондықтан да мен өзім білім саласында болып жатқан қазіргі өзгерістерді қандай моментте ұстап алып, ғылыми зерттеулерді көп жазғым келеді. Яғни ғылыми зерттеуді қалай жазу керек екенін, қабілеттерін дамытқым келеді. Мен көптеген методологиялар үйренгім келеді ғылым саласындағы. Сосын бітіргеннен кейін, докторантурадан кейін, академия жолы бітпейді. Докторантурадан кейін постдокторантура деген бар дейсің. Постдокторантура, мүмкін постдокторантурада жасап жатармын деп ойлаймын. Осылай менің қазіргі short term, яғни қысқа мерзімді мақсатым ғылыми саланы қарау, Қазақстандық ғылыми саланы қалай дамытамын, Қазақстанның ғылым саласын, академия ғылым саласын мен әлемге қалай таныта аламын. Соны мен барынша тырысып, сондай мақсат қойып қойдым өзіме. Себебі, мысалға, білім саласында оқып жүріп, мен курстар аламын ғой. Біз Қазақстанда білім саласы ол мұғалім. Білімге орасан ол мұғалім ғылым саласын мен researcher, яғни мен курстар алған кезде өте түрлі курстар болды. Мысалы, R language арқылы cause experimental data деген курс алдым, causal interference деген курс алдым білім саласындағы. Ол курстарды бізде үйретпейді, ол біз үшін жаңалық. Сондықтан да келіп профессор болып мүмкін сондай Қазақстанда микс методология, квант жағынан курстарды да үйреткім келеді. Солай бізде біздің келесі ұрпақ жақсы сапалы мақалалар шығарылатындай, әлем оқитындай, сондай сапалы мақалалар көп болса екен деген арманы бар. Енді ол көп
басқалар да басқа арман шығар, бірақ менде қазіргі қысқа мерзімді арман вот ғалым болу, білімдегі ғылым саласын дамыту. Тамаша. Классно. Жалпы Қазақстанның болашақтағы білімді әрі қарай жүргізетін сіздер сонда түсінгенше. Жалпы осы сіздердің болашақ жолдарыңызда, білім, ғылым жолдарыңызда NIS Alumni қоғамдық бірлестігінің орны қандай деп ойлайсыздар? Жалпы NIS Alumni не үшін қажет, ол сіздерге және бізге қалай көмектесе алады? Мен өзімнің жағдайымды айтып кетсем, мен оқушы кезде мен жаңа айтқандай біздің түлектер бізге көп көмектесті. Мысалы мен Пусан ұлттық университетіне түскен кезде де мен ол қай жер, қандай университет екенін де білген жоқпын. Бірақ мен видеоларда қарасам, біздің түлектер видео жасаған екен. Біздің мектепті бітірген, біздің шаңырағымызда оқыған оқушылар сол жақта оқығандықтан мен рискке бардым деп ойлаймын. Егер олардың видеоларын көріп, олардың инсайттарын білмегенде мен мүмкін ондай рискке баруға қорқып, мүмкін олай қатты үлкен шешім қабылдамайтын ба едім деп ойлаймын. Сол себепті мен түлектерге көп рахмет айтам. Олар негізі маған өте көп жақсы әсер етті деп ойлаймын. Сол себепті менде де өзімде сондай sense of responsibility, мен де солай басқа адамдарға көмектесу керек шығарым деген ойдамын. Өйткені мен өзімнің білімімді жақсылыққа қолданғым келеді. Сол себепті қазір де мектептегі оқушылармен жұмыс жасаймын. Біз бір-бірімізден көп нәрсе үйренеміз деп ойлаймын. Қазіргі оқушылар өте амбициозный, өте ақылды, және мен оларға көп қатты көмектескім келеді. Нешта оқыған кезде біз оқушы болғандықтан біз әлі баламыз, көптеген сұрақтарымыз бар, біз мүмкін білмейтін нәрсені үлкен түлектеріміз білетін шығар деген сияқты. Сол себепті мен ойымша NIS Alumniдің жұмысы ол өте үлкен, және біз мектепке және оқушыларға көп жақсылық жасай алатын сияқтымыз, және жасай аламыз деп ойлаймын. Мысалы, Омар жақында NIS Тәлім деген жобаны бастады. Өте жақсы жоба. Ол Телеграмда оқушылар кез келген мемлекетте оқитын түлектермен хабарласа алады, және де олардан ақыл сұрай алады. Мысалы, біздің 12-ші сынып оқушыларына ол өте пайдалы болды. Мысалы, Гонконгқа түскен оқушылар ол жерде не керек екенін білмейді. Және ол түлектерге жазу арқылы, сұрақтарын қою арқылы олар қазір жақсы дайындалып жатыр. Басқа мемлекетке, мысалы, университетке кетуге жақсы дайындалып жатыр. Сонымен қатар Қазақстанда да Назарбаев университетінде түскен біздің түлектер мектептерге келіп, қалай олар осындай жетістікке жетті, сонымен бөліседі. Бізде ақылды бейсенбі деген жоба бар. Әр четверг сайын, әр бейсенбі сайын біздің түлектер өзінің опытымен бөлісетін. Мен ойымша, ол өте пайдалы, және оқушыларға көп шабыт береді. Сондай түлектермен мақтанады, мектепте мақтанады, оқушылар да мақтанады. Мысалы, мен де Меруерт сізді көріп, мен қатты көп идеялар алдым. Мен де, мысалы, сіздің өзіңіздің историяңыз оқушыларға мотивация береді деген ойдамын. Рахмет, көп. Сіздердің де историяларыңыз өте керемет қой. Мен сіздерге мотивация алып жатырмын. Мен толықтай келісемін. Мысалы, олай ойлап қарасақ, біреулер ойлайды, мен жетістігім кімге керек дегенде, вот жетістігім өзім үшін ғой дегенде. Бірақ та мен де өзім кішкентай кезімде өзімді есіме аламын. Мен де түлектерді шақырғанда, басқа кездесулерге бармасам да түлектердің кезінде жүгіріп баратын едім да. Себебі олар информал ғой, яғни ол кеше ғана дәл сол мектеп, дәл сол жолда өткен адам қазір жақсы күшті универде оқып жатыр. Мен де андай сенімділік маңызды да. Мысалға, мен қазір айтамын, неге көп студенттер бұрында бермеді топ универдерге, олар оптары барлық жетістіктер көп болса да олар сенімсіз болды, тек қана бір сенімсіздік ұстап қалды да, ой, лайықты емес шығармын дегендей да. Қазір көптеген студенттер, мысалы NIS-тің оқушылары қазір көріп жатыр, мотивация алып жатыр, тырысып жатыр да. Қазір барлығы стратегия ғой, ол мақсатты ертерек қойып жатыр. Әрине ол мақсатты кез келген өміріңнің нүктесіне қойға болады да. Мысалға UPenn-ге түсем деп дедлайнға бір күн қалғанда қоясың, бірақ әрине ол шансы төмен. Бірақ та қазір студенттер 2-3 жыл бұрын көрді, вау, Аяжан түскен екен деп 3 жыл
3 жыл бұрын оянады, 3 жыл бұрын ойында жүреді, ол ой әрекетке көшеді, шанс көбейеді дегендей ғой, барлығы қайтадан стратегиялық ертерек бастау. Ол сондықтан да айта беру керек деп ойлаймын. Мен кәдімгідей, және мен мысалға өзіме келетін болсақ, мен әрқашанда өзіңнің қай ортадан шыққаныңды білу керек. Мен мысалға Америкада жүріп, мен әрқашанда мына сақина тағып жүремін. Мына сақина ол Қазақстанның андай ою сақинасы да, вот ою символ. Мен әрқашанда мысалға қарап отырамын да, мен өзімнің ұлтым есіме алады да, кіммін мен, қайдан келдім, құндылығым қандай дегенде де әрқашанда шетелде жүріп өзгеру оңай да, губка сияқты сорып алу да оңай да, кез келген нәрсені. Сондықтан да мен әрқашанда өзіме айтамын, мен Назарбаев зияткерлік мектебін аяқтадым, мен оны аяқтадым дегенде да, мен қазір андай сол орта елестейді. Сол орта елестегеннен кейін сен жақсы адам болуға тырысасың да, жақсы үлгі көрсетуге тырысасың. Себебі қазір мен не істеймін, соның барлығын Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі ғой дейді да, бірден. Яғни мен бір дұрыс нәрсе жасамасам, ол түгел Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларына минус болуы мүмкін да. Мысалға бір мысал ретінде, егер белгілі бір мысалға Илон Маск Гарвардтың түлегі, Гарвардте всегда жүреді қасында, Трамп жүреді, Юпен мен мысалға, бірақ мақтанатын түлек ба, білмеймін. Ол енді, біз мақтанбаймыз онымен деп айтып қояйын. Сондықтан бірақ әрқашанда сенімен бірге, жаңа айтқанда мәңгілік сенімен қалатын легаси ғой. Сондықтан да ол жақсы адам болуға тырысамын, себебі мен түсінемін, егер мен жақсы адам болсам, ертең көптеген, мысалы Қазақстан, Юпенде жүргенде де маған айтатын, қазақтар сондай ма, Қазақстанда сондай жасай ма, Қазақстанда да солай ма деп та, қазір көп адамдарды алып жатыр, себебі менің профессорым айтады, біз енді Қазақстанды білеміз дейді. Біз Қазақстанға қазір лояльно қараймыз дейді. Осы жылы бакалаврға 3 студент түскен, бірақ обычно 4 студент түскен ба, обычно Қырғызстаннан бірінші рет түскен. Қазір менің профессорларым айтады, біз Қазақстанды білеміз, сіздер оқыдыңыздар, өте жақсы жетістік көрсетіп жатырсыздар. Бізге Әнуар Жанғозин келді осы 6-шы жылы қателеспесем. Яғни қазір лояльно көріп жатыр. Біз өте бәсекелеске қабілетті, өте ақылды, елім Центральный Азия туралы біліп жатыр. Яғни барған жеріңе айта беруің керексің. Деп та, осы ортадан келдім. Нештің студенті, мен нештің студентімін деп та, енді әрине ол үшін сен бірақ өзіңді жақсы адам ретінде дәлелдей білуің керексің. Яғни мен соны сол призмадан көремін. Яғни мен мысалға Назарбаев зияткерлік мектебінің түлек қауымдастығына қандай үлес қосып жатырмын, мен әрқашанда олар туралы айтуым керекпін. Әрқашанда жақсы жетістіктерге жақсы үлгі көрсетуім керекпін, себебі артында еріп жатқан ұрпақтар көп. Егер бір нашар нәрсе жасасақ, адамдар акцентті көп нашар нәрсеге қояды ғой, ол ертең барлығына зақым келтіреді. Мен мысалға Ништің өмір бойы, жылдар бойы жасаған еңбегіне зақым келтіремін дегендей, моральды тұрғыда менде жауапкершілік бар. Моральды, этикалық тұрғыда үлкен жауапкершілік. Яғни сондықтан да мен Омар сіздерге де үлкен рахмет айтамын. Подкаст, проекттер айта беру керек, көре беру керек. Студенттер кәдімгідей қызығады, кәдімгідей мотивация алады. Ал мотивация ең алдымен адамға мотивация ғой, ішкі эмоциональды. Аяжан жасапты ғой, Аяжан мен кеше бірге шай іштік қой дегенде де, менің қолымнан неге келмейді дегенде тырысады. Ол нәрсе өте біз үшін, мен кейде ойлайтын едім, барын жасап жатырмын, кім көріп жатыр, кім біреуге пайдасы тиіп жатыр ма өзі деп. Сосын бір күні жазады да студенттер, мен кеше подкастыңызды көрдім, рахмет, Меруерт, мен Юпенге түстім деп түсінесің да, жемісі бар екен ғой деп та, жемісі бар. Жаңағыдай тез білінбесе де, уақыт өте адамдар плюсын алып жатыр екен ғой деп. Сондықтан да әрқашанда giving back to the community болу керек. Өзіңнің ортаңды шынымен де сүйсең, құрметтесең, сен оларға қайта бере білуің керексің деп ойлаймын. Рахмет. Жалпы сізбен келсем, жуырда Назарбаев зияткерлік мектептері өздерінің 70-ші университеттегі аккредитациясын ала алды. Жалпы 70 университетте аккредитация алу деген ол өте үлкен нәтиже Назарбаев зияткерлік мектептері үшін, өйткені ол біздің авторлық программамыз, және әлемнің үздік университеттерінде, 70 университеттерінде біздің сертификаттарымыз мойындалып жатыр. Бұл әрине үлкен біз үшін жетістік, және ол жетістіктің ең басты себебі ол біз, ол түлектер. Өйткені мысалы сіз сияқты түлектер Юпенға түссе, сіз сияқты түлектер Пусан университетіне түссе, сіздер әрі қарай біріншіден Қазақстан Республикасының, екіншіден біздің Назарбаев зияткерлік мектептерінің амбассадорлары болып табыласыздар. Әрі қарай осы барлық университеттердің администрациялары сіздерге қарап көріп, міне Қазақстанның оқушылары осындай екен деп, әрі қарай бізбен жұмыс істеуге ниеттенеді. Жалпы сіздердің болашақ жоспарларыңызға үлкен сәттілік тілейміз. Біз түлектер қауымдастығы тарапынан сіздерге әрқашанда көмек жасауға дайынбыз. Информация болсын, немесе тағы любой көмек керек болса, міндетті түрде көмектесеміз. Ал қазір болашақ, мысалы, мектепте оқып жүрген, немесе мектепті бітіріп жатқан, немесе бакалаврды бітіріп жатқан студенттерге шағын кеңестеріңізді берсеңіз камераларға қарап.
менің ең басты өсиетім асқақ армандар қойыңыздар. Армандарыңыз асқақ болсын деп айтам. Яғни армандаудан еш қорықпаңыздар, себебі армандаудың өзі жеткіліксіз, бірақ та үлкен армандар қойыңыздар да, вот жаңағыдай ЮПН-ге түсемін, Гарвардқа түсемін дегенде де армандай біліңіздер. Біз көбінесе, менің түсінгенім, мысалы, көбінесе біз армандаудан қорқамыз. Мүмкін біздің ұят деген концепттен де шығар да, вот қазір там ұят болар, мен лайықты емеспін ғой дегенде де, вот ұят болар, мен кіммін дегенде де, сондықтан да ешқандай ойламаңыздар, тырысыңыздар, пландарыңызды айтпасаңыздар болады, бірақ беріп көріңіздер дегенде де, одан сіздер ешқандай кем болып қалмайсыздар. Сондықтан да армандарыңыз асқақ болсын. Там United Nations да, жаңағыдай әлемнің директоры болғым келеді, әлемнің лидері болғым келеді деп та, қазір глобалды көшбасшылар, Қазақстандағы министр, Қазақстанның президенті болғым келеді деген үлкен арман қойыңыздар деймін. Себебі үлкен арман қойсаңыздар, сіз минимум президент емес, министр болып қаларсыздар да, это минимум да, себебі жоғарғы ұмтыласың, ладно, президентке болмаған, ладно, хотя министр да, оның өзі. Яғни үлкен арман қойыңыздар да, бір потолок қоймаңыздар, кәдімгідей тырысыңыздар. Үлкен арман қойған сайын армандарыңыз өзіңіздің потенциалыңыз ашыла береді. Және екіншіден армандарыңызды әрекетке айналдырыңыздар, әрекет етіңіздер. Сенімсіздік әрекет етпегеннен болады. Мысалға, бір өзгерте алатын нәрсені көріп тұрасыз, өзгерте алдыңызды білесіз, бірақ әрекет етпесеңіз, сол сенімсіздік содан болады. Сондықтан да әрекет етіңіздер және адамгершілікті жоғалтпаңыздар. Мен шынымды айтсам, көп айтады, Оксфордқа қалай түстің десе, мен адамгершілік қасиеттерім арқылы түстім. Мысалы, Пенсильвания университетіне рекомендация шешімі профессорын алу қиын. Мен өзім ойлаймын, адамдармен жақсы қарым-қатынас болғандықтан, жақсы сыйлай білгендіктен, да, мен ЮПен бірден бітірдім, болды, ешкіммен сөйлеспеймін деген емес, керісінше бөлісіп, шынайы, жақсы мейірімді болғаннан профессорлер меруерт жақсы адам, да, жақсы адамгершілігі бар екен, білімі де бар. Осындай әлемге жақсы көшбасшылар, эмпатиясы бар көшбасшылар керек қой деген мақсатпен берді деп ойлаймын. Сондықтан да әрқашанда адамгершілік қасиеттеріңізді жоғалтпаңыздар. Назарбаев зияткерлік мектебінде оқысаңыздар да, басқаларға жоғарыдан мүлдем қарамаңыздар. Барлығымыз бірдейміз. Сондықтан да ең бастысы адамдарға мейірімді бола біліңіздер. Қазіргі осындай бір енді политикалық тұрақсыздық болып жатқан әлемде әрқашанда өзіңіздің адамгершілігіңізді жоғалтпаңыздар дегім келеді. Мен қазіргі түлектерге, қазіргі оқушыларға және университетте бакалаврда оқып жатқан оқушыларға айтарым, сол сіз айтқандай, біріншіден дұрыс арман қоя білу, өзіңіздің қабілетіңізге сеніңіз, сізде барлығы жақсы болады, болашақта өзіңізге сеніңіз, мақсат қойыңыз және сол мақсатқа жетуге әрекет етіңіз. Еңбекқорлық ол сіздің ең басты досыңыз болады сол мақсатқа жету барысында. Және де жаныңыздағы мүмкіндіктерді қолданыңыз. Қазіргі әлемде өте көп мүмкіндіктер бар, және де ешқандай мүмкіндік жоқ деп бос отырудың да қажеті жоқ. Кез келген нәрсеге жетуге болады негізі. Кез келген арман, мақсатқа жетуге болады, бірақ сіз ол үшін дұрыс жоспарлауыңыз керек, еңбек етуіңіз керек және өзіңізге сенуіңіз керек. Сонымен қатар мейірімділік, адамгершілік сияқты қасиеттерді ұмытпау керек. Біздің айтып өткендей, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Сол себепті қанша білімді болсаңыз да, сол тәрбие, адамгершілік, мейірімділік сияқты қасиеттерді ұмытпаңыздар. Және де сіздер осы мемлекеттің, осы ғаламшардың болашағысыздар, және сіздерге мен тек жақсылық тілеймін, алға қойған мақсаттарыңыз орындалсын. Және біз түлектер ретінде, Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері, біз әрқашан оқушыларға және жаңадан мектеп бітірген түлектерге де біз әрқашан қолдау көрсетеміз, және біз үлкен комьюнитиміз, біз бір-бірімізге қолдау көрсетіп, әрқашан осындай көп жетістіктерге жетіп, бір-біріміз жетістігімізге қуанып, және бір-бірімізбен жақсы қарым-қатынаста болуымыз керек деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, біздің ништің түлектері негізі осындай. Олардың барлығы Қазақстанға өз үлесін, өз еңбегін сіңірем, үлесімді қосам деген ниетпен барлығымыз күтіп отырмыз. Сабағымыз біткенді. Жалпы Аяжан да, Меруерт те біздің қауымдастығымыздың дамуына үлкен үлестерін қосып жатыр. Біздің жобаларымызға ат салысып, өте белсенді түрде басқа түлектермен де, оқушылармен де іс-шараларға қатысып жұмыс істеп жатыр. Және тағы бір айтатын жайт, біз сіздерді ресми түрде біздің түлектер балына шақырамыз. Сіздерді де
құрметті көрермендер, сіздерді де. Ол бізде 18 шілде күні Астана қаласында және Алматы қаласында тамызда өтетін болады, 2 балл. Тағы бір айта кететін жайт, осы балдарда біздің түлектеріміз Ништа қазіргі кезде оқып жатқан 2 оқушымыз бар. Ол біз грант жасадық. Біз 2 грантты жасап, осы түлектердің қаражатымен, түлектердің ниетімен 2 оқушы біздің NIS Alumni грантымен білім алып жатыр. Сондықтан осындай үлкен жобаға үлес қоса аласыздар сіздер шілде мен тамыз айларында. Ал сіздерге айтатыным үлкен рахмет. Сіздермен болған аялдама NIS Alumni Меруерт және Аяжан. Үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.